сәлеметсіздік ағай. Сәлеметсіздер ме, Мыйза құрметті жаттығу. әріптестер және оқушылар. Біз бүгін сіздермен тест центрдің ақылы нұсқасын талдайтын боламыз. Ә, Алғашқыда біз сіздермен жылдам лайфхакпен химияны орындап шығамыз. Сосын барып, мүмкіндік болса басқа пәндерді орындаймыз, е. Егер шаршамасақ, бәріміз асарлатып 130 балл алуға тырысамыз. Енді оқу сауаттылығын орындаудың қажеті жоқ деп ойлаймын бәріңе. Жақсы? Все, давайте. Сонымен бірінші біз химиядан бастайық. Оқушылар грант ұбытысында бізде әрине байланыстар туралы келіп жатыр, е. Бірінші бізде байланыс металдық байланыс. Металдық байланыс тек нелерден тұрады? Металдардан кеткен. Металдардан тұрады. Ал иондық байланыс металл мен бейметалдардан тұрады. Ал келесі коваленттік байланыс тек бейметалдардан тұрады. Бірақ бірдей бейметалл болса полюссіз, ал әртүрлі бейметалл болса не болады? Полюсті болады, е. Енді бұл жерде иондық байланыстың сипаттамалары туралы жазылыпты. Пышақпен кесіледі дейді, электр тоғын жақсы өткізеді, суда ерімейді, өте жұмсақ дейді. Енді бұл жерде қайсысы пышақпен кесіледі? Иондық байланыспен түзілетін заттар пышақпен кесіледі деген жауапқа біз точно келісе алмаймыз, иә. Ас тұзын пышақпен кесіп жатқан адам, по крайней мере, мен көрмедім. Екінші, суда ерімейді, ол да келмейді, өте жұмсақ, ол да келмейді. Сонда электр тоғын өткізеді деген вариант қалады, иә. Оқушылар, қазір 1 минут күте тұрыңдаршы, өтініш. Мен сендерге мынаны ауыстырып кетейін. Мынаны ойлана тұрыңдар, иә, 1 минут. Менің ойымша вариант бар ғой деймін. Д дедім ба? Менің ойымша В. Мен Д деп ойлаймын. А емес па, иә? Мен төрт түрлі ат атайтындар ғой. Сонымен, оқушылар, Д мен емес дауысым па, естіліп Д? тұр ма? Мен Д деп Кешірім ойлаймын. өтінемін. Номер екінші. Оқушылар, біз кеше ғана байланыс туралы қасиеттердің туралы айтқанбыз, иә. Жалпы иондалу энергиясына тән белгі дейді. Енді вообще иондалу энергия деген не? Давайте кішігірім айтып кетейік. Заттардың бізде неше агрегаттық күйі бар? Үшеу. Үшеу дейді. Молодец, төртеу. Қандай? Төртеу қатты, сұйық, газ. Сұйық газ. Сұйық дұрыс айтасыңдар. Сосын Қатты, сұйық, газ. Плазма дейтін бар еді еще. дұрыс Плазма, айтады. айтпақшы. Плазма деген бар, иә, плазма. Давайте тез-тез еске түсіріп кетейік. Қаттының сұйыққа айналуын біз не деп айтамыз? Конденсация. Конденсация. Молодец, балқу. Дальше. Ой. Сұйықтың газға айналуы? Вот конденсация. Молодец, булану. Ой. Газдың плазмаға айналуы как раз не деп аталады? Иондалу деп айтады. Иондалу деген не вообще? Давайте түсіне алайық. Мысалы, біз алайық темірді. Темір ол қандай зат? Қатты зат. Қыздырған сайын, ол неге айналады? Сұйыққа айналады. Байқасаңдар ма, темірдің нелері, домна пештерінде қып-қызыл ағып атады ғой, темірдің, е, сұйық темірлер. Оны одан сайын жоғары температурада қыздыра берсең, темір неге айналады? Газға айналады. Енді біздің жағдайымызда дегенде жерде темірді газ күйінде елестету қиын. Бірақ әрине лабораторияда оған айналдыруға болады. Оны одан сайын қыздыра берсең, темір неге айналады, оқушылар? Ионға айналады. Яғни өзінің бір электронынан айырылып қалады дағыны осы иондарға айналады. Тек осы иондардан тұратын күйді плазмалық күй деп айтады. Түсінікті ғой? Ал енді иондалу энергиясы деген кез келген элементтен бір электронды алуға жұмсалатын энергия. Нақтырақ айтқанда, бірінші мектеп бағдарламасында негізі бірінші иондалу энергиясы туралы айтады. Сонда бірінші иондалу энергиясы деген бір электронды алуға жұмсалатын энергия. Енді өзіміз ойша істеп көрейікші. Мысалы, темір ол металл ма, бейметалл ма, инертті газ ба? Народ? Металл. Металл. Значит, ол металл болса, ол электронды бергісі келе ме, әлде алғысы келе ме? Бергісі келеді. Значит, металл өзі бергісі келеді. Сондықтан оның иондалу энергиясы төмен болады. Өйткені ол онсыз да бергісі келіп тұр ғой. Ал бейметаллардың иондалу энергиясы не болады?
жоғары болады. Өйткені олар бергісі келмейді. Ал олардан алу энергияны, олардан бір электронды алу көп не болады. Сондықтан металдар мен бейметалдарды салыстырсақ, қайсының иондану энергиясы жоғары десе, бейметалдардікі жоғары болады. Бірақ естерінде болсын, ең жоғары иондалу энергиясы, кейбіреулердің ойлаулары мүмкін фтор деп, ең иондалу энергиясы жоғары ол гелий. Өйткені өткенде ұбт-да келді ғой, естерінде ма, ең тұрақты не деп, элемент деп па келді ғой. Сол кезде біз гелийді белгілейді. Неге? Гелий ол электрондық құрылысы ең тұрақты. Гелийден электронды беру де, одан алу да өте қиын. Сондықтан оған өте көп энергия кетеді. Түсінікті ма? Иондалу энергиясы деген сонда элементті ионға айналдыру. Дальше енді соңына не істеп тастайық? Плазмадан газға айналу не деп аталады бізде? Атомды алу, яғни атомизация деп аталады. Атомға айналу деген сөз ғой. Газдан сұйыққа айналу, жаңағы енді айтсам болады, жаңа конденсация деген. Конденсация, ал сұйықтан қаттыға айналуды не деп айтамыз? Қату немесе кристалдану, ал қаттыдан сразу газға айналып кетуді біз не деп айтамыз, оқушылар? Сублимация. Сублимация. Бұны көбіне неге қатысты айтады мектеп бағдарламасында, химияда? Йод. Дұрыс айтасыңдар, иодқа қатысты айтады. Иод сразу қаттыдан неге айналып кете алады? Газға айналып кете алады. Ал газдан сразу қаттыға айналып кету не деп айтамыз? Сублимация деп айтамыз. Міне мектеп бағдарламасында 7-ші сыныптан білулерің керек нәрсе осы, химиядан. Сұрақ бар ма? Жоқ. Ары қарай кетті. Сонымен сұраққа жауап берейік. Енді плазманың не екенін түсініп алдық. Электрон тартқыштық энергиясына тең шама дейді. Жоқ, электрон тартқыштық. Келесі, атом теріс ионға айналғанда бөлінетін энергия, химиялық байланыста болатын энергия, элементтің тотықсыздандырғыштық қабілетінің өлшемі дейді. Тотықсыздандырғыштық қабілет деген не? Беру. Электронды Электрон беру. беру. Как раз тотықсыздандырғыштық қасиеті жоғары болса, иондалу энергиясы не болады бізде? Төмен болады. Яғни, жаңа айттық қой, электронды алсақ, электронды как раз алуға кететін энергия ғой. Мысалы, бір элементтен электронды алуға кететін энергия. Мысалы, темірдің тұрғысынан қарайтын болсақ, мысалы, біз темірден бір электронды алып қойып жатырмыз. Түсінікті ғой? Ал темір электронды беріп катионға айналып жатыр. Ал электронды беру процесін біз не деп айтатын едік? Тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Яғни электронды беру процесі тотығу, ал электронды беретін элементті тотықсыздандырғыш деп айтамыз. Түсіндіңдер ма? Иә. Иә, сендерге әшейін бір ұғым мен екінші ұғымды байланыстырып беріп жатыр. Народ, нағыз ұбт-да электролиз әрине келіп жатыр, иә, катодта түзіледі. Егер металдың активтілігі орташа болса, не түзілетін еді бізде? Су мен металдың өзі және Темір мен темір. сутек қатар түзіледі, темір мен сутек қатар түседі. Нағыз ұбт-да бізде келді ғой. Бізде не деп келді? Мырышпен нені берді бізде, оқушылар? Давайте сендерге түсінікті болу үшін мен мынаны жай ғана талдап, босқа талдамайық, бізде сендермен не болсын да, как ұбт-да келіп атқан нелерді көрсетіп отырайын, параллельно сендерге, чтобы не болу үшін. Не көрініп тұр қазір сендерге, оқушылар? Тест центр көрініп тұр ғой жаңағы. Тест центр көрініп тұр, жақсы. Ендіше. грант ұбт-ның бірінші нұсқасы. Давайте электролиз деген табылады қазір мына жерде. Біреуде мырыш па, мыс па бір нәрсе болу керек. Мысалы, мырыш болу керек мына жерде. Нитраты болған еще. Күміс нитраты деген сияқты. Міне, қараңдар, мырыш сульфаты ерітіндісін электролиз дегенде катодта түзілетін зат деп. Мынау нағыз ұбт-да келді. Бізде бұл жерде дұрыс жауапты не деп жауап берді оқушылар? Мырыш пен сутек. Көріп атсыңдар. Сондықтан мынау біз уже қазір 9-шы ма, 10-шы ма тест центр нұсқасын талдап жатырмыз. Солардың өзін бір көріп шыққанның өзінде біраз нәрсені алуға болады, оқушылар. Номері 4. Аммиакты синтездеу реакциясында тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыратын жағдай дейді. Аммиак синтезін біз басқаша кімнің реакциясы деп айтамыз? Габер-Бош. Габер-Бош. Нәтижесінде 3H2 қайтымды реакция. Бізде тепе-теңдік келсе, вообще плюс 1 балл деп есептей берулеріңе болады, екен тепе-теңдік мүлде қиын емес. Біз бірінші не деп жазып аламыз? Температура, екінші қысым, үшінші концентрация. Температура десе біз қайқа қараймыз? Q-ға қараймыз, плюс Q болса температура жоғары болады, қарама-қарсы жағы төмен болады. Қысым десе газдарды санаймыз, мұнда газдардың саны 4-еу, мұнда газдардың саны нешеу? 2-еу. Мұнда қысым не болады деген сөз? Төмен, ал мұнда қысым жоғары. Енді бізге қайқа қарай ығыстыр дейді оқушылар? Оң жағын сызып тастаймыз. Сонда температураны төмендетуіміз керек, қысымды арттыруымыз керек. Азоттың концентрациясын не істейміз? Жоғарылатамыз.
сутектің концентрациясын жоғарылатамыз. Неге бұларды жоғарылатып жатыр оқушылар? Ал аммиактың концентрациясын төмендетеміз. Өйткені сіз пысаған жақтағылар төмендетеміз, ал сызбаған жақтағыларды не істейтін едік? Көтеретін едік. Оқушылар бүйтіп істеп дағдыланып алсаңдар, яғни бұны уже қолмен ақ істей бересіңдер, жаттап алудың керегі жоқ. Өйткені мектепте сендерде обычно дәстүрлі әдіспен үйреткенде былай үйретеді ғой. Температураны арттырғанда эндотермиялық реакция бағытына қарай, температураны төмендеткенде экзотермиялық реакция бағытына қарай деп жаттатады. Ал енді қобалжысаң, ол екеуін шатастырып алсаң, бітті, сонымен болмайтын жерден бал айырыласың. А мына жерде вообще жаттайтын ештеңе жоқ. Главный қолмен бәрін жасайсың. Солай емес па? Ары қарай кет. сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Бізге реакцияда кейде плюс Q, минус Q берілмесе, оны экзотермиялық, эндотермиялық екенін қайдан табамыз? Кейде төрт нұсқа беріп қояды да осындай реакция, бірақ қасына плюс Q, минус Q-ларын жазбайды. Өте орынды сұрақ. Өте орынды сұрақ. Енді вообще плюс Q деген не ол вообще? Плюс Q, минус Q деген. Экзотермиялық және эндотермиялық деген сөз. Сыртқа бөлініп жатыр ғой жылу. Яғни плюс Q десе жылу сыртқа бөліну керек. Ал минус Q десе, наоборот, сырттан не істеу керек? Сіңірілу керек. Дұрыс айтасың. Енді мен сендерге өте қарапайым әдісін үйретейін. Бірінші, давайте былай плюс Q деп қояйын мына жерге. Плюс Q десе, түсініп тұрсыңдар ғой да, экзотермиялық екен, мында минус Q деп қояйық. Ол эндотермиялық. Енді оқушылар реакцияны плюс Q, минус Q деп ажырату қиын болуы мүмкін сендерге. Бірақ, сендер өте жақсы ажырата аласыңдар, қосылу, айырылу реакцияларын ажырата аласыңдар ғой, иә деп айтып қуанып қойсаңдар. Енді қандай жағдайда экзотермиялық реакция болады? Егер өте белсенді заттар әрекеттесе, ол экзотермиялық реакция болады. Нақтырақ айтқанда қосылу реакциясына келеді. Мысалы, магний қосу оттегі, магнийдің белсенділігі қандай оқушылар бізде? Орташа. Жоғары. Нәтижесінде магний оксиді, ол значит қандай реакция болады? Экзотермиялық реакция болады. Ал енді мыс қосу оттегін алатын болсақ, мыстың белсенділігі қандай оқушылар? Төмен. Сондықтан бұны қыздыру керек болады. Значит, эндотермиялық болады. Сұрақ бар ма қосылу реакциясын қалай ажырату бойынша? Жоқ. Мысалы, тағы біреуін алайық. Фосфор қосу оттегі. Бұл қандай реакция? Экзотермиялық реакция. Ағай, көміртектің жануы да қандай экзотермиялық қояды? Экзотермиялық. Ал мысалы азотты алатын болсақ, азот қосу оттегі. Нәтижесінде NO шығады. Бұл уже эндотермиялық реакция. Неге? Негізі біз егер қарайтын болсақ, бізде фосфор күшті ме, әлде азот күшті бейметал ма? Қайсысы күшті бейметал? Азот күшті бейметал. Мысалы біз магний мен мысты салыстырсақ, бізде магний күшті. Значит, магний экзотермиялық болды. Ал неге мына жағдайда азот экзотермиялық болған жоқ оқушылар? Өйткені шатастырмаңдар оқушылар. Біз мында магний мен мысты біз металдық күші бойынша емес, белсенділігі бойынша салыстырдық. Ал белсенділік деген ол реакцияға түсу қабілетін айтады. Түсінді ма? Ал енді біз азотты алатын болсақ, азот пен азоттың арасында неше байланыс бар бізде? 3 байланыс бар. Ал байланыстың саны артқан сайын белсенділігі не істей береді оның? Төмендей береді. Сондықтан да азот пен азоттың реакциясы эндотермиялық болады. Түсінді ма? Азот пен оттектің реакциясы точнее. Бұл найзағай ойнағанда немесе электр тоғын өткізгенде ғана орын алатын реакция. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті, жақсы. Енді тағы бір мысал келтіре салайық. H2 қосу хлор 2. Нәтижесінде не шығады? 2H хлор. Бұл қандай реакция? Экзотермиялық. Ал енді H2 қосу иод 2. Бұл уже эндотермиялық. Неге? Өйткені біз білеміз ғой, жоғарыдан төменге қарай бейметалдардың белсенділігі не істейді? Төмендейді. Біздің жағдайымызда тотықсыздандырғыштық қасиеті артады, бейметалдық қасиеті төмендейді. Сондықтан да біздің жағдайымызда иодтың белсенділігі хлорға қарағанда төмен, сондықтан да реакцияға түсу қабілеті, сондықтан да біздің жағдайымызда иод эндотермиялық болады. Бұл түсінікті деген ойдамын. Бұл бізде қосылу реакциясы туралы. Ал енді екінші айырылу реакциясы. Айырылу реакциялар оқушылар, без исключения бәрі қандай болады бізде? Эндотермия болады. Эндотермия. Мысалы, любой айырылу реакциясын алатын болсаңдар, ол нені қажет етеді бізде оқушылар? Қыздыруды қажет етеді. Сондықтан бұл бізде эндотермиялық реакция. Сұрақ бар ма? Народ? Эндотермиялық деп мен плюс Q жазып қойдым. Жақсы. Келесі реакция бізде қандай реакция бар? Қосылуды айттық, орын басуды, айырылуды айттық, енді орын басу.
Орын басуды қалай білеміз? Народ, ол да өте оп-оңай. Егер, мысалы біз алайық магнийді. Магний қосу H хлор. Нәтижесінде не шығады? Магний хлор 2 Магний Магний қосу хлор плюс H2 H2. плюс Q. Неге? Бұл экзотермиялық. Өйткені күшті әлсіздің орнын басса, ол экзотермиялық. Ал әлсіз күштінің орнын басса, ол не болады? Эндотермиялық. Эндотермиялық. Мысалы, любой біреуін алайық. Мысалы, феррум 2O3. Оған қосайық нені? Сутекті. Сутек темірден не? Әлсіз. Әлсіздік. Бірақ сутекке қосымша энергия берсең, әрине ол ненің орнын баса алады? Темірдің орнын баса алады. Бірақ бұл уже қандай реакция болады? Эндотермиялық. Сұрақ бар ма? Ағай, Иә. сутек пен оттектің әрекеттесу. Ойбай, народ, енді сутек пен оттектің әрекеттесу ол қопарылып жарылатын реакция ғой, оқушылар. Бұны біз не деп айтамыз? Сутек пен оттектің қоспасын не деп айтамыз? Күркіреу газдар. Күркіреу газ, бұл жарылатын реакция ғой, оқушылар. Газ. 2-де Иә. 1 қатынасында. Иә, бұл 2-де 1 қатынасында жарылатын зат қой бұл. Бұл экзотермиялық, даже 2 Q сақ қойсаң да ренжіме. Сұрақ бар ма? Народ? Менің даусым естіліп тұр ма? Чөт жоқ болып кеттіңдер ғой. Сұрақ бар ма? Жоқ, ағай, түсінікті. Жақсы, әрі қарай кеттік. Келесі. Сонымен біз мынаған жауап бердік пе, жауап бермедік пе сонымен? Аммиак синтезінде тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыратын қысымды көтеру болады. Азоттың концентрациясын төмендету келмейді. Мынаны жауап беріп барып ауысу керек. Номері 5. Ерітіндері фенолфталинді таңқу орай. Оқушылар осындай сұрақтар өте көп келіп жатыр. Біз оны вообще қалай білеміз? Народ, сендер бар ғой, ОБТ-да бізде кіргеннен бастап әрбір іс-әрекетіміз алдын ала жоспарланған болу керек. ОБТ-ға кіріп алып, мимен артық ойлану қажет жоқ. Ойлану процесінің бәрін сұрақтарға жауап беруге қалдыру керек. Сондықтан енді бәрін көпшілігін бірінші ОБТ-ға кірдіңдер. Сондықтан да кірген беттен істеулерің керек. Face ID-не өтіп, жаңа қол қойдырады ғой кіргендеріңе. Бәріңе сөйтті ма? Орындарыңызға отырғызып қол қойдырды ма? Келді деп қол қойдырды. Сол кезде сендер барып ана кезекші мұғалімге айтсаңдар, сол жерде жүрген. Олар сендерге периодтық кесте береді. Периодтық кестенің қағаз нұсқасын алыңдар. Өйткені мынау периодтық кестенің мынадай нұсқасын алсаңдар, міне. Ол кезде мынау сұрақтарын жауып қалады, көрдіңдер ма? Көрініп тұр ма, народ, мынау? Сендерге көрініп тұр ма мынау? Иә. Көрініп тұр, жақсы. Әрі қарай кеттік. Енді народ, давайте мынаған келейік. Қараңдар, біз ерітіндінің ортасын анықтай аламыз осы ергіштік кестенің көмегімен. Оны біз қалай анықтаймыз? Ергіштік кестеге қарап катиондардың күшін анықтауға болады. Егер катиондардың қисқан жерінде ериді немесе аз ериді деп тұрса, олар күшті болады. Ал егер ерімейді немесе сызықша болып тұрса, олар әлсіз болады. Көрдіңдер ме, мынандай ерімейді немесе сызықша болса әлсіз болады, ал ериді немесе аз ериді деп тұрса күшті болады. Болды. Бұндай басқа ештеңе жаттаудың керегі жоқ. Өйткені кейбір оқушыларды мен байқадым, катиондардың күшін анықтағанда металдардың активтілік қатарын қарайды. Ол дұрыс емес, оқушылар. Металдардың активтілік қатары мен катиондардың күшінің арасында байланыс жоқ. Мысалы, алюминий ол активтілігі күшті металл. Или магний күшті металл. Бірақ магний катионы, алюминий катиондары олар нелерге жатады, оқушылар? Әлсізге жатады. Неге? Өйткені оның қисқан жері ерімейді деп тұр. Түсіндіңдер ме, оқушылар? Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Аниондарды да анықтау мүлде қиын нәрсе емес. Бізде аниондар екіге бөлінеді. Оттексіз аниондар, мынау үшеуі бізде күшті болады. Ал қалған мынау екеуі әлсіз болады. Ал қалған оттекті аниондардың барлығын анықтаған кезде біз оттектің санынан төбесіндегі зарядының сан мәнін алып тастаймыз. Мысалы, NO3-тің зарядын 1 ғой, 3-тен 1-ді алып тастасаңдар 2 қалады. Егер қараңдар, N-нің мәні 2-ге тең немесе одан үлкен болса, ол күшті болады. Ал N-нің мәні 2-ден кіші болса, ол не болады деген сөз? Әлсіз болады. Болды. Сендерге фосфат әлсіз, силикат әлсіз деп жаттаудың керегі жоқ. Сонда сендер осы критерийді білсеңдер болды. Көрдіңдер ма? Сондықтан көп оқушылар былай ғой, көп нәрсені биология сияқты жаттап алғысы келеді да, сосын шатаса бастайды. Өйткені олардың арасында байланыс жоқ сендердің миларында. Сондықтан қай кезде қайсысын қолдану керегін білмейді. Мысалы,
ағылшынша үйреніп жүргендерің бар шығар иә араларыңда. Кім ағылшынша жақсы біледі? Білетіндер бар ма жақсы Yeah. ағылшынша? Yes, I do. Туф, білетіндер бар. Мысалы мен сияқты ағылшынша білмейтіндер бар. Мысалы мен көп ағылшынша сөзді жаттап алғаныммен, мысалы 1000 сөз жаттап алайын, 2000 сөз жаттап алайын, 5000 сөз жаттап алайын, маған ол айтарлықтай көмектеспейді. Неге? Өйткені мен ол сөздерді қай жерде қолдану керегін білмеймін негізінен, в целом. Одан кейін оларды қалай дұрыстап құрастыру керегін, қалай сөйлем жасау керегін, оларды білмеймін. Сондықтан да оқушылар, мен сендерге айтатын ылғи нәрсем білу мен түсінудің білу мен қолданудың айырмашылығы өте екі түрлі. Айтам ғой, химиядан қолданып еш қиындықсыз 45 плюс жинауға болады. Бірақ аз ақпаратпен ғана. Мысалы, кімнің үйінде кішкентай іні сіңілілерің бар? Бір 3-те, 4-те, 2-3-те өш. Іні сіңілі қарындастарың болса, олар мысалы сөйлеген кезде, яғни бір сөздерді қолданатын кезде, олар көп сөз білмейді ғой. Бірақ сол аз сөздің өзімен көп нәрсені істей алады. Түсіндіріп қолдана алады. Аз сөздің өзін өте тиімді қолдана алады. Сондықтан да қолдану деген ағылшыншадан аз сөз біліп, оны дұрыс қолдана білсең де, көп нәрсені жеткізуге болады. Ал мен сияқты көп сөзді жаттап алғанымен, бірақ оларды қай жерде қолдану керегін білмесең, тоже көп оқушыларда сондай ғой кемшілік. Химияда көп нәрсені білет, бірақ қалай қолдану керегін білмейді. Қай жерде қайсысын қолдану керегін білмейді. Сондықтан да аз ақпаратты білсеңдер де оны өте тиімді қолданып үйренулерің керек. Көрдіңдер ме, біз сондай ергіштік кестеден n үлкен немесе 2-ге тең болса, ол күшті. Сондықтан любойын анықтай бересіңдер. Мысалы, енді алайық мынандайды. Мысалы, мынандай ион ергіштік кестеде жоқ. Мысалы, хлор O3 минус деген. Мынау күшті ме әлсіз бе? Ергіштік кестеде жоқ. Күшті. Күшті неге? 3-тен 1-ді алып тастаймыз, 2 болады. 2 шығады. Значит, ол күшті. Ал хлор O4 ше? Онда 4-тен 1-ді күшті болады. астамыз, 3 Күшті болады. күшті. Ал хлор O минус? Бұл әлсіз болады. Әлсіз. Көрдіңдер ма, сонда қарапайым бір ережені қолдану арқылы сендер көрмеген нәрсені де не істей аласыңдар? Жауап бере аласыңдар. Мысалы, мынандай нәрсені алайықшы. Мысалы, алайық, мысалы, селен O4 2 минус. Бұл не болады? Күшті келеді да. Күшті келеді. Түсіндіңдер ғой да? Өйткені біздің жағдайымызда сендер мысалы селен қышқылы дегенде мектепте өтпейсіңдер. Бірақ қарапайым бір ережені білу арқылы өте көп сұраққа жауап беруге болады. Сұрақ бар ма оқушылар? Дальше ары қарай кеттік. Келесі. Отыра салып осын жазып қоямын ғой дейді. Дальше ары қарай кеттік. Номері қайсына келдік? Мына сұраққа келдік. Сонымен фенолфталин таңқурай түске боялу керек дейді. Фенолфталин таңқурай түске боялу үшін оқушылар бізде не болу керек? Катион Егіздік орта болу. әлсіз болу керек, наоборот, кешірмедім, катион күшті болу керек, анион не болу керек оқушылар? Әлсіз болу керек. Жаңа катионның күшті екенін қайдан білеміз дедік оқушылар? Ергіштік кестеге. Натрий мен уаштың қисқан жерін қараймыз, ериді, күшті, мынау тоже күшті. Мынауымыз күшті, мынау күшті. Мынау әлсіз, сразу отпадает. Мынау күшті, мынау күшті. Бірақ жаңа айттық қой, хлорид, бромид, иодид күшті. Екеуі де күшті болса не болады ол? Бейтарап. Мынау бейтарап. Ну, получается, только қай жауап қалды бізде? 2 В қалды. В ғана қалды. Енді оқушылар лакмус түсін деген бар емес па? Иә. Оларды қайтып анықтаймыз олар. Оқушылар, бізде ортаның 3 түрі бар, давайте тез-тез айтып кетейік. Бізде ортаның 3 түрі бар. Орта қандай бізде? Лакмус, метилоранж. Ойбай, жүрегім қышқылдық, Бейтарап. бейтарап Қышқылдық, бейтарап, сілтілік. Егіз. және сілтілік. Немесе оны кейде дұрыс айтады. Не деп айтады? Негіздік деп айтады. Негіздік. Енді осы ортаны анықтау үшін бізге индикаторлар керек. Оқушылар, индикатор деген не? Индикатор деген ол светофор сияқты. Бізде светофор не үшін керек? Народ? Өзі амебе орта деген бізге керек па, керек емес па мектеп бағдарламасында? Қазір айтам. Қазір бірінші светофор не үшін керегін біліп алайық, Ол машиналар соғыспау үшін секілді. Машиналар соғыс. Ну, ол бізге не береді? Мысалы, мен сияқты машиналарым жоқ болса, пешеход, пешеход.
пешеходтан өтетін болсаң, өту керек па, өту керек емес па? Бізге сигнал береді, белгі береді. Егер қызыл жанып тұрса, орныңда тұр деген, жасыл жанса өте бер, и сары жанса дайындал деген бізге белгі береді. Дәл сол сияқты индикаторлар, олар бізге белгі береді. Яғни ол белгіні ол қалай береді? Ол светофор сияқты түсін өзгерту арқылы береді. Бізде мектеп бағдарламасында 3 түрлі индикатор қолданады. Бірінші кең таралған индикатор ол не? Лакмус. Оқушылар жаңа бір оқушы сұрақ қойды ғой. Қандай индикатор деді? Әмбебап Лакмус. индикатор. Әмбебап Ой, әмбебап. индикатор және лакмус екеуі бір нәрсе. Түсінді ғой? Әмбебап индикатор, лакмус. Оқушылар біреудің дауысы ше, мен өзім даусым өзіме айналып келіп жатыр. Кімде қайталап қойып отқан. Дальше. Енді қараңдар. Әмбебап индикатор, лакмус. Қышқылдық ортада ол қандай түске боялады, оқушылар? Қызыл. Бейтарап ортада күлгін. Күлгін деген не? Күлгін деген осы лакмустың өзінің түсі күлгін түсті зат. Сонда бейтарап ортада ол түсін не істемейді деген сөз, оқушылар? Өзгертпейді деген сөз. Сондықтан тесттерде әдейісінде шатастыру үшін былай сұрайды. Лакмус түсін өзгертпейтін ортаны тап деп сұрайды. Сол кезде біз как раз не деп жауап береміз? Бейтарап ортаны сұрап тұр деген сөз ғой. Лакмус түсін өзгертпейтін орта десе, бейтарап орта деп жауап береміз. Ал мына жерде қандай түсті болады, оқушылар? Көк түсті болады. Екінші индикатор әрине ол қандай? Метил оранж. Метил оранж. Дұрыс айтасыңдар. Метил оранж. Метил оранж қышқылдық ортада қандай болады? В общем, метил оранж ол оранжевый ғой, оқушылар. Өзі айтып тұрғандай, метил оранж оранжевый ертінді. Ал оранжевый ол қазақша не деп айтады оны, оранжевыйды? Қызғылт, сары деп айтады. Қызғылт. Как раз сілтілік ортада ол қандайды көрсетеді? Сарыны көрсетеді, ал қышқылтық ортада несін көрсетеді? Қызғылтын көрсетеді. Ал бейтарап ортада қызғылт сары күйінде қалады. Сонда метил оранжда бейтарап ортада түсін не істемейді деген сөз? Өзгертпейді деген сөз. Соңғы индикатор мектеп бағдарламасында қарастыратын ол не болады? Фенолфталин. Фенолфталин. Дұрыс айтасыңдар. Фенолфталин ол су сияқты қандай зат, оқушылар? Түссіз зат. Түссіз. Ал бұл бейтарап ортада ортасы не істемейді деген сөз, оқушылар? Өзгертпейді. Бейтарап ортада да, қышқылдық ортада, кешірім өтінемін, түсін өзгертпейді. Сонда фенолфталин тек қандай ортаны анықтайды, оқушылар? Негіздік ортаны. Негіздік ортаны анықтайды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ. Қарап отырсыңдар, бұл жерде вау дейтін, сендер қиналам дейтін ешқандай сұрақ жоқ. Давайте, әрине, бұл туралы мектеп бағдарламасының грант ұбытысында келді ме? Өйткені біздің негізгі мақсатымыз тест-центрдің нұсқасын талдай отырып, ұбытыдағы грант ұбытысында келіп жатқан сұрақтарға не істеп үйрену, оқушылар? Дұрыс жауап беріп үйрену. Не көрініп тұр? ұбытын тесттер. Міне, қараңдар. Аммиактың сулы ертіндісі дейді. Аммиактың сулы ертіндісі. Аммиактың сулы ертіндісі десе, аммиакты суға ертсең не шығады бізде? Аммоний гидроксиді. Ал аммоний гидроксиді ол қандай классқа жатады, оқушылар? Негіздерге. Негіз. Значит, что ал негіздік ортада фенолфталин қандай түске боялады? Таңқурай. Таңқурай түске боялады. Ал келесі, судағы ертіндісі фенолфталинді таңқурай түске бояйтын дейді. Енді назар аударыңдар, оқушылар, мен сендерге оп-оңай лайфхак әдісті көрсетейін. Егер мынандай нәрсені жаттап алыңдар, сутек бірінші тұрса, ол қышқылдық ортаны көрсетеді. Ал сутек соңында тұрса, ол қандай ортаны көрсетеді? Негіздік ортаны көрсетеді. Түсіндіңдер ма? Не үшін олай жасаған? Өйткені ғалымдар, енді химияның негізін қаралаған ғалымдар өзара келісіп алған. Егер сутек бірінші тұрса, біз оны қышқыл деп қабылдаймыз, ал негіз деп тұрса, негіздік ортақ қасиет көрсетсе, оны соңына қойып қоямыз деп. Негізі мынандай тұжырым бар, оқушылар. Формуланы құрастырған кезде электронды беретін элемент бірінші жазылады, ал электронды алатын элемент екінші жазылады. Өйткені сендер базарға барсаңдар, бірінші бір зат сатып алатын болсаңдар, бірінші сатушы беру керек. Содан кейін барып сен оны не істейсің? Аласың. Солай емес пе, оқушылар? Логикасы сондай. Ол сатушы бермесе, сен ала алмайсың. Дәл сол сияқты, мысалы, біз алайықшы судың формуласын, H2O. Неге біз H2O деп жазамыз? Неге OH2 деп жазбаймыз? Өйткені біздің жағдайымызда оттегі электронды не істейді? Алады, сутегі береді. Түсінді ғой? Мысалы, натрий хлориді. Неге біз хлор натрий деп жазбаймыз? Өйткені натрий электронды не істейді? Береді, хлор алады.
түсіндіңдер ма, народ? Иә. Түсінікті. Жақсы. Ал енді аммиакты қарайықшы, аммиактың құрылысын қарайық. Аммиак минус 3 заряды, ал сутектікі плюс 1. Значит, аммиак не істеп тұр? Беріп тұр. Беріп тұр. Ой, азот Беріп Су тұрған алып алып тұр. тұр ғой. Ой, алып тұр. Сутек А, беріп ойбай, тұр. ойбай. Ал неге біз H3N деп жазбаймыз? Себебі аммиак қандай қасиет көрсетеді, оқушылар? Негіздік қасиет көрсетеді. Сондықтан да аммиак негіздік қасиет көрсететіндіктен оның сутегісін соңына алып қойған. Түсіндіңдер ма енді? Народ? Иә. Түсінікті. Бірақ әрине негіздік қасиет немесе қышқылдық қасиет көрсету үшін ең бірінші критерий ол суда не істеу керек, оқушылар? Еру керек. Еру керек. Мына жерде силан отпадайды, өйткені силан суда ерімейді. Дәл сол сияқты метанда суда не істемейді? Ерімейді. Ал H2S суда нашар ериді, бірақ ол қандай ортаны көрсетеді бізде? Қышқылдық. Неге? Өйткені сутек бірінші тұр. Сонда дұрыс жауабымыз не болады? Д болады. Түсіндіңдер ма, народ? Иә. Осылай қарапайым негіздерін түсініп алсаңдар, в целом химияға сұрақтарға жауап беріп, аз ғана біліммен қолдану арқылы көп нәрсеге жауап беруге болады екен. Дальше, әрі қарай онда біз сұрағымызды жалғастыра береміз. Номер 6 сұрақ. 400 градуста кальциймен әрекеттесетін зат. Оқушылар кешема алдыңғыныма нағыз ұбт-да келді. 500 градуста кальциймен әрекеттесетін деп. Әрине әңгіме не туралы? Азот туралы. 500 градус. Ол былай келді. 500 градуста азотпен әрекеттесетін металл деп келді. Ол кезде біз нені белгілейміз? Кальцийді белгілейміз. Оның алдыңғы күні ма, бір 2-3 күн бұрын алдын келді, бөлме температурасында дедім, әлде қалыпты жағдайда азотпен әрекеттесетін сілтілік металл деп келді. Дұрыс жауап әрине не болады? Литий болады. Бұдан қандай қорытынды жасауға болады? 11-ші сыныптың 1-ші бөліміндегі азот тақырыбын жақсылап не істеу керек деген сөз? Оқу керек. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Әрі қарай кеттік. Номері 7-ші сұрақ. Ион күйінде аргонмен бірдей электрондық конфигурация түсетін металлдың қасиеттері дейді. Ион күйінде не дейді? Аргонмен бірдей. Аргонның реттік нөмірі қанша? 18. 18. Яғни аргонның реттік нөмірі 18. Значит, аргонмен бірдей конфигурация түсе алатын, яғни аргонмен, ол екі не бар? Бірінші калий плюс дұрыс айтасыңдар, екінші не ол? Кальций 2 плюс. Өйткені 20-дан 2-ні алып тастасаңдар 18, 19-дан 1-ді алып тастасаңдар не болады? Тоже 18 болады. Осылайша осы екеуі жеңіл сарғыш қызыл жылтыры бар дейді. Жұмсақ пышақпен кесіледі, ауыр келмейді. Қызыл жылтыры бар келмейді, тығыздығы жоғары, оңай балқиды. Мне кажется, жұмсақ пышақпен не істейді? Оңай кесіледі. Әңгіме сілтілік металл, калий туралы ғой. Түсініп отырсыңдар ғой, оқушылар? Иә. Номері 9 сұрақ. Карбарон құрамындағы кремнийдің тотығу дәрежесі дейді. Карбарон деп отырғанымыз не ол, оқушылар? Силициум С. Силициум С, бұл атомдық кристалдық тұр. Бұның тотығу дәрежесін табу үшін қарапайым. Соңында тұрған элементтің топ нөміріне 8-ді алып тастаймыз. Көміртектің топ нөмірі қанша? 4. 4-тен 8-ді алсаңдар? Минус 4. Мынаған қарама-қарсы сан бере саласыңдар, болды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Дальше. Фосфор қышқылы күміс нитратымен жүретін реакцияның белгісі. Оқушылар кешема алдыңғыма нағыз ұбт-да келді. Былай келді. Калий OH пен тұз қышқылы әрекеттескенде, әлде барий гидроксидімен ба тұз қышқылы әрекеттескенде жүретін реакцияның белгісі деп келді. Сонда, любой бір сілтімен қышқыл әрекеттескенде әрине не түзіледі бізде? Су түзіледі. Ал су неге жатады бізде? Диссоциацияланатын зат түзіледі деген дұрыс жауап болды. Сондықтан да біз бұл жерде қайсысына келеміз? Сары тұнба. Дұрыс айтасыңдар. Өйткені күміс фосфаты түзіледі, ал күміс фосфаты неге жатады бізде, оқушылар? Сары тұнбаға жатады. Тағы да аргентум иод та сары тұнба, ал аргентум бром бозғыл сары, ал аргентум хлор не болады? Ағырыншық тәрізді. Темір сульфидін еріту үшін қолданылады дейді. Енді әрине ол үшін не қолданылады? Қышқыл қолданылады, дұрыс айтасыңдар. Көпшілік тұздарды әрине қышқылдарда еріте аламыз. Қосылыстың хлордың несін тап дейді? Бұл жерде енді комментарий айтудың керегі жоқ. Номер 12. Ауыспалы металдарға тән қасиет дейді. Тек тотықсыздандырғыш,
барлығы түсті металдар тек қышқылдық оксид түседі. Әрине олар не? Кешенді қосылыстар түседі. Ауыспалы Кешенді металдарға қосылыстар. тән 4 қасиет бар оқушылар. Басқа металдардан ерекше. Бірінші, олар түсті қосылыстар түсе алады. Екінші, ауыспалы тотығу дәрежесін көрсетеді. Үшінші, каталитикалық қызмет атқарады. Яғни каталитикалық деген катализатор бола алады деген сөз. Мысалы, аммиак жаңа Габбер процесіне біз нені қолданамыз? Ол да ұбт-да келді. Платинаны. Аммиак алу процесіне катализатор ретінде не қолданылады, народ? Никель платина. Ойбай, темір қолданылмай ма, Народ. айналайындар ау? N2 қосу 3H2-ге катализатор ретінде не қолданылады бізде? Темір қолданылады. Ұмытпаңдар. Екінші, күкірт қышқылы өндірісінің екінші сатысына. Ванадий 2. Ванадий оксиді. Да, ванадий оксиді деген народ жоқ, ванадий бисоксиді деген бар, е? Ванадий бисоксиді. Өйткені ванадий бірнеше оксид түсе алады. Дальше, тағы да, гидрлеу реакцияларына қандай катализаторлар қолданылады? Органикада никель, платина, палладий. Дұрыс айтады. Никель, яғни гидрлеу реакциясы деген не қосу ол? Сутек қосу. Яғни сутек қосу. Никель, палладий және Платина. Платина. платина, дұрыс айтады. Және N2 қосу O2. Бұл N2 қосу O2 емес, кешіңдер. NH3 қосу O2. Бұнда NO түзілу үшін катализатор ретінде не қолданылады тоже? Платина. Платина қосылады деді, NO сосын не шығады бізде? H2O. Ал егер өршіткісіз болса, ол кезде азоттың несі шығады? Өзі шығады. Дальше, одан кейін мысалы калий хлоратының ыдырау реакциясында, бертолет түсінің ыдырау реакциясында марганец не қолданылады? Диоксиді. Бұл да марганецте қандай металға жатады оқушылар? Ауыспалы металдарға жатады екен. Дальше, газға оңай айналатын сұйықтық, ұшқыш, қатты, суытатындықтан медицинада, анестезияда қолданылатын галоген, көмірсутек. Флоретан. Бұл жақсы білетін шығарсыңдар, бұл да келе беретін реакция. Катализаторға сұрақ қойсам ма бізге? Иә. Осы органикада катализатордың бір чек-лист бар ма сізде? Қайсы қайда қолданылады деген сияқты. Соны шатасып ұмытып қала беремін ше. Народ, органикада бар ғой, көп катализаторларды білудің керегі жоқ. Қалай айтсам болады, народ? Яғни алкан, алкен, каждыйында бір реакцияларында катализаторлары бар ғой. Народ, мынандай нәрсе ғой ол. Қалай айтсам болады? Менше енді көбіне сендерге түсінікті болу үшін бір мысал келтіргім келеді, ше, чтобы қалай жұмыс істейтін көз алдарыңа елестету үшін. Мектепте сендер 11 жыл неше сыныптан бастап ағылшын тілін оқыдыңдар? 5, по-моему. Кейбіреулерін 2-ші сыныптан бастап оқыдыңдар, е? Сонда бір мысалы математикада кішкентай кезінен бала таяқ жеп жаттайтын нәрсе ол көбейту таблицасы. Солай емес пе? Ал ағылшын тілінен жаттайтын нәрсе бар ғой? 3 шақты жаттатады ғой, глаголдарды. Present simple. To be дегендердің бәрін жаттатады ғой. Соны таблицамен жаттатады ғой, білесіңдер ма? Сөйтіп айтқызады. Соны жаттайсың. Бірақ көбісі неге ұмыт қала береді? Өйткені сол таблица күйінде біледі ғой. Сол таблица күйінде жаттап алады. Сосын қай жерде қолдану керегін көбісі білмейді оны. Бірақ ана апайынан или ағайынан қорқып жаттап алу мүмкін бүкіл глаголдарды. Бірақ ана қай жерде қолданатынын білмесең, ол глаголдардың бәрін білудің абсолютно қажеті жоқ. Дәл сол сияқты ғой. Мен сендерге бүкіл реакциялардың тізімін жазып берсем, сам по себе ол сендерге ештеңе білдірмейді миларыңа. Өйткені оны қай жерде қолдануын білмейді. Сендер именно сол реакция бір сұрақты оқығанда, сендер оның ішінен анау реакцияны таңдап алмайсыңдар ғой. Шатасасың. Сондықтан да бәрін совокупно жаттаудың керегі жоқ. Өйткені миың оны бір нәрсе қылып көреді, болды. Ол бәрі миың үшін бір жерде тұру керек. Ми солай жұмыс істейді. Сондықтан да андай бәрін жаттап алған, сам по себе ағылшын тілінде бүкіл глаголды жаттасаң, сен 3 сақта сөйлей аласың дегенді білдірмейді ол. Соны жаттап 3 сақта сөйлеп кеткен адамды көрдіңдер ма? Мне кажется, жоқ. Бір хотя бы 3 глаголды жаттап алып, оны қалай қолдануын білсең, сол әлдеқайда жақсы, чем ол бүкіл глаголды жаттап алған. Ми солай жұмыс істейді просто. Оны таблица күйінде ғана біледі миың, болды. По крайней мере, менің миым сондай. Менің миым енді ерекше емес шығар сендердің миларыңнан. Түсінікті ғой? Сондықтан онда
қарап тұрсаңдар бар ғой оқушылар, мен оны бір жасап беруге ерініп жатқан жоқпын. Неге? Өйткені ондайлар көп интернеттен қарасаңдар, тізімін жазып бере салады. Или қазір неге Gemini, ChatGPT-ге жазшы, бәрін тізімін жасап береді. Бірақ сен оны дәл солай қолдана аласың дегенді білдірмейді оқушылар. Түсінікті ғой? Әрі қарай кетейік. Мынау Сабина деген оқушыма кім асығып отыр екен енді. Давайте енді тез істейікші. Келесі, глюкозаның изомері дейді. Енді бұны жақсы білетін шығарсыңдар. Әрине кім туралы? Фруктоза. Фруктоза. Номер 15. Алмасатын амин қышқылдар. Оқушылар, міндетті түрде амин қышқылдары тақырыбын оқып көріңдерші ұбт-да. Өйткені осыда ұбт-да барлық нұсқада амин қышқылдары бар. Егер бұл тақырып түсінуге қиын десеңдер, мен отдельно тақырып қылып өтіп, бәрінің сұрақтарын жинақтап, жүйелеп түсіндіріп берейін. Алмасатын амин қышқылы қайсысы еді мына жерде? Бұны просто жаттау керек оқушылар, иә? 11-ші сынып. Цистеин ба? Ай, өтсеңізші онда. Я цистеин дейді. Оқушылар тағы цистеин туралы не білуіміз керек еді біз? Құрамында H+, Құрамында күкірт бар, иә? Күкірті бар. Дұрыс айтасыңдар. Құрамында күкірті бар. Және цистеин реакциясы деген бар, иә? Цистеин реакциясы как раз күкірттің бар екенін анықтайды, және оның нәтижесінде не түсіреді бізде оқушылар? Қара тұнба. Плюм болмайды, қара Дұрыс айтасыңдар. Келесі, мөлдір күн сәулесінің 99%-ын әрине бұл полиметил акрилат деп. Бұның кейде эмерін, былтыр бұл хит болған, былтыр осын көп сұраған. Эмері қанша деп, 100 деп біз былтыр жаттап алғанбыз бұны. Келесі, химиялық реакция жылдамдығына концентрацияның әсерін сипаттайтын дұрыс тұжырым дейді. Әрине, концентрация артқан сайын реакцияның жылдамдығы не істейді? Артады. Яғни, бірдей өзгеретін болса, біз оны не деп айтамыз оқушылар? Тура пропорционал. Тура пропорционал деп айтамыз, дұрыс айтасыңдар. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Ну, енді мынау бізде Құдай бере саған не беріп тұр екен? Жылдамдық беріп тұр екен. Көміртек гексоксидінің 0,5 не дейді? Реакцияда реагенттердің бастапқы концентрациясы берілген және соңғы концентрациялары берілген. Реакцияның жылдамдығы дейді. Оқушылар бұл жерден сразу қараңдар. Бастапқы мен соңғыны салыстырайықшы. Бастапқы мына жерде 0,4, а мына жерде соңғысы 0,5. Мына жерде оттектікі 0,2, мына жерде 0,4. Значит, концентрация бізде не істеп жатыр? Өсіп жатыр ма, төмендеп жатыр ма? Көтеріліп жатыр. Көтеріліп жатыр. Значит, төмендейді деген вариант сразу не бізде? Отпадает. Только екі жауап. Уже дұрыс жауап беру ықтималдығымыз 50%-ке 2 есеге артты. 50-де 50 болды. Енді мынау екеуінің біреуін таңдауымыз керек. Енді тура реакцияның жылдамдығын табу үшін біз нелерді алатын едік оқушылар? Реагент аламыз. Алдында коэффициент не болып барады еді бізде? Квадрат болып барады. Дәреже болып барады. Алдындағы сан дәреже болып барады. Дәреже. Мына жерде 2 ғой енді. Сондықтан квадрат болады, дұрыс айтасыңдар. Егер 3 тұрса, ол куб болады. Түсіндіңдер деген ойдамын. Дальше, сонда біз V2-нің V1-ге қатынасын табуымыз керек. Сонда соңғы концентрациямыз 0,5, оның квадраты көбейту 0,4, бөлінген 0,4 көбейту 0,4-тің квадраты көбейту не болады оқушылар? 0,2 болады. Коэффициент болады. Түсіндіңдер деген ойдамын. Сұрақ бар ма? Ну, 3-те 125 шығады. Дұрыс жауап әрине. С нұсқасы. Сұрақ бар ма? Народ мынау бойынша. Номер 19. Былай дейді. Гелий бойынша тығыздығы нешеге тең дейді? 15-ке. 15-ке тең. Сразу 15 болса, 15-ті неше көбейтеміз? 4-ке. 15-ті 4-ке көбейтеміз, иә? Сонда 60 шығады. Бізде енді 60 шығатын екі вариант бар. Д отпадает, мынау отпадает. Дұрыс, мынаның эмері 60, және мынаның эмері 60. Оқушылар қазір байқап жүрсіңдер ме? ұбт-да осында қақпандарды қойып жатыр. Кейбіреуіміз мынау эмерін есептеп қуанып кетіп а жауабымды белгілеп қоюымыз мүмкін. Бірақ глюкозаның да эмері 60. Ал енді осында екеуінің де эмері 60 болып қалған жағдайда не істейміз? Ол кезде самый тупой методты қолданамыз. Мында көміртек нешеу? Үшеу. Значит, неше СО2 шығады? 3 Ол ал мында сутек нешеу? 8. Значит, неше су шығады? 4. Ал енді көмір қышқыл газының көлемі қанша дейді бізде? 40-32. А мында x1. Мында 4 көбейту 18, а мында 3 көбейту не болады? 22. Сонда 40-32 көбейту 4 көбейту 18 бөлу 3 бөлу 22. Ну, 43-те 2 шығады. Кеп тұр ма? Кеп тұр. Дұрыс жауап. Болды. Сұрақ бар ма? Жоқ. Бұл келмегенде дұрыс жауап С болатын еді.
Мхм. Мұндай оңай бермейді ғой, ұбт не дейді. ағай Народ? негізінде көбісі осындай есептерді андай зат мөлшерін тауып шығарады ғой, иә? Көміртектікін, сутектікін қатынасын тауып сосын. Жоқ, бізде егер де мысалы мәндері мынандай гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы берілмегенде бізде солай шығаратын. Солай шығарады. Негізі нағыз ұбт-да осылай беріп жатыр ма? Гелий бойынша, сутек бойынша деген сияқты. Келіп жатыр. Ай, Қытай, ай, Қытай, ай, Қытай, ай, Қытай, ай. Не көрініп тұр? Файл. Жаңа Тесттардың слив келіп тұр, жаңа слив көрініп тұр. Ай. Не көрініп тұр мына жерде? Жоқ, ана белгісіз 10-8 көмірсутек жанғанда деген. Міне мынау. Мынандай жағдайда біз не істейміз? Зат мөлшерін табамыз. зат мөлшерін табамыз. 0,75 және 0,9. Уже бізде зат мөлшерлері не істеп тұр? Беріп тұр. Беріліп тұр. беріліп Ішінде тұр. қайсысы кішкентай? 0,75. 0,75 екеуіне нешеге бөлжере саламыз? 0,75-ке. Мынаны 0,75-ке бөлеміз. Сонда мында неше шығады? 1 шығады? 1/12. 1/12. 1/12 шыға ма екен? Ай, 1/2 деген ғой, 1/2. Қателесіп кеттім. 1/2 шығады. 1/2 шығады. Енді 1/2. Енді 1/2 нешеге көбейтсең бүтін санға айналады? 5-ке. 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 Екеуінде 5-ке көбейтеміз. Сонда мында 5 шығады, мында 6 шығады. Солай емес па? Сонда судың алдына неше қой деп тұр? Көмірқышқылдың алдына 5, судың алдына 6 қой деп тұр. Сонда көміртектен неше штук? 10 штук. 5-12 ғой. Сутектен 12 штук. Сонда дұрыс жауап қайсысы болады? Сұрақ бар ма? Жоқ. Көрініп тұр ма? Иә. Сутек бойынша тығыздығы 28-ге тең. 28-ді 2-ге бөлсеңдер қанша? 56. 56. 56? Не Ол ол? МР. МР болады. Сонда Массасы. белгісіз X сатының МРін тауып аламыз, 28 көбейтеміз 2-ге. Неге? Сөйткен сутектің МРі 2. 56. Ол әңгіме не туралы? Путин. Міне келіп жатыр ғой. Сұрақ бар ма? Жоқ. Әрі қарай кеттік. Біз контекстке келдік. Номер 20 сұраққа келдік. Магний мен мырыштың қоспасы артық мөлшерде немен әрекеттесті дейді? Тұз қышқылмен. Ол екеуі де тұз қышқылмен әрекеттеседі. Неге? Өйткені екеуі де сутекке дейін орналасқан. Значит, бұл параллель есеп, с деңгейінің есебі. Біз негізі бұны 3-ші толқында шығарамыз, е. Давайте біз бәрін ретімен шығарып кете білейік. Мұндай жағдайда не істейтін едік? Магнийдің зат мөлшерін не деп аламыз? А, мырыштың зат мөлшерін? Сонда 24А қосу 65Б. Бұлар қақтан шығып жатыр? 24-65 дегендер. Зат мөлшерлері, МРлері, дұрыс айтасың. Әрі қарай біз енді сутектің зат мөлшерін тауып аламыз. Алтта 72-ні бөлеміз нешеге? 22-де 0,3 болады. Енді сутектің H2-ның зарядын білесіңдер ғой, плюс 1-ді астына 2 өтсеңдер, плюстен нешеу шығады? 2 шығады. Магнийдің де заряды плюс 2, мырыштың да заряды плюс 2. Олар тұрақтылар. Сондықтан да барлығы тең, А қосу Б тең не деп жаза саламыз оқушылар? 0,3 деп жаза саламыз. Ішіндегі қайсысы кішкентай? Наумен 24. 24. Мында 24А, 24Б. Енді 24-ні 3-ке көбейтеміз. 7-2. 7-де 2. Наумен қысқарып кетеді. Науын қанша болады? 41 шығады. 41Б тең 11-ді алып тастаймыз. 3-те 8. Мынандай қорқыныштан шығады екен, е? 90. Әрі қарай бізде мырыштың үлесін тапты. Как раз Б деп отырған не еді бізде оқушылар? Мырыш еді. Осы санды неше бөлеміз? 65-ке бөлеміз. 65-ке. Бөлеміз 11-ге. 0,54. 54-те 7 дейді. 77 ғой енді. Жоқтасаң 54. 55-те басақ тест-центр ренжімейтін шығар. Сұрақ бар ма? Келесі. Енді оқушылар мынау шығым деген енді көздеріңді жұмсаң да ашсаң да шығым болып жатыр ғой, барлық нұсқада. Дальше. Шығым 78%. Этилен деген не ол?
С2H4. Ал этиленгликоль дегенше С2H4 OH 2. Народ, примерно 90% есепті шығару үшін, ұбт-дағы 90% есепті, минимум 90% есепті шығару үшін, тек формулаларын білсеңдер жеткілікті, реакция теңдеуін жаза білудің абсолютно қажеті жоқ. Кейде енді болып қалуы мүмкін 10% реакцияны жазу керек болатын. Бірақ даже 90% келмейді. Сондықтан шамамен 15 балға сұрақ келеді, 15 балдың 90%-ін алсаң, сол артығымен жеткілікті. Мысалы, олиум, анау, мынау дегенге бізге абсолютно не керек жоқ. Реакция керек жоқ. Дальше. Мынауымыз қанша? 108 литр, мынау X1. Біз мынаны неге теңестірмедік оқушылар? Органикада көміртекке байланысты. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. 298-де 92, 93. Оны неше көбейт жереміз оқушылар? 0,78-ге. 0,78. Өткен 78 ойша 100-ге бөлеміз. Неге 260. көбейт? X бізде қай жағында тұр? Оң жағында. Оң жағында көбейтеміз. Көбейтеміз. 230. Оң жақ көбейтеміз, сол жақ бөлеміз. Дұрыс айтасыңдар, бұл точно біз үйреніп жатқандар ғой. Сондықтан осындайлар келсе, енді сілев кеп жатқан жоқ деп айту, мне кажется, орынсыз нәрсе сияқты. Біз үйренген нәрсе кеп жатыр ғой, народ. Дальше 22. Кальций карбонаты кальций оксидінен тұратын 31-де 2 грамм қоспаны немен әрекеттестір дейді? Тұз қышқылымен. Қоспадағы оксидтің массалық үлесі. Оқушылар, бұл да бізде қандай неге жатады? Параллель есептеуіштер. Бізде бірінші кальций карбонатын не деп аламыз? А деп аламыз, кальций оксидін Б деп аламыз. Кальций карбонатының эмері 100 екенін жақсы білесіңдер деп ойлаймын. Ал кальций оксидінің эмері не болады? 56. 56 Б болады. Тең 31-де 2. Яғни қоспаның массасы қанша дейді? 31-де 2. Ары қарай енді біз тұз қышқылының зат мөлшерін табамыз. Ол үшін біз көлемді тығыздыққа көбейтсек нені береді бізде? Ерітіндінің массасын береді. Ал ерітіндінің массасын 0,3-ке көбейтсек, 0,3 деп отырғанымыз 30%-ды ойша 100-ге бөліп алдық. Ол кезде еріген заттың массасын береді. Ал еріген заттың массасын оның молярлық массасына бөлсек, несін береді оның оқушылар? Зат мөлшерін береді. Зат мөлшері 0,8. 0,8 дейді, 0,8. Ал енді теңестіреміз. Кальций карбонаты дейді. Стрелка не болады? H хлор. Енді назар аударыңдар, кальцийдің заряды қандай ерігіш кестеде? +2. Ал сутектің заряды +1. Алдына наны неше қоямыз? 2 қоямыз. Көріп отырсыңдар ғой, бізде қаншама есеп шығарып жатыр, бірақ әлі, по крайней мере, реакция теңдеуі керек болған жоқ. Мынау А болса, мынау сонда не болады? 2А болады. Енді кальций оксидінде де кальций бар ғой, сондықтан да мынау 2А қосу 2Б тең не болады оқушылар? 0,8. 0,8 болады. Енді мынау ішіндегі қайсысы кішкентай? 56. 56. Енді қандай санды 2-ге көбейтсең 56 шығады? 28. Мында 56, 0,8 көбейту, 0,8 көбейту 28, 22-де 4. Түсініп жатсыңдар ғой, мынау 44 шығады жаңылмасам. Тең 31-де 2-ні алып тастаймыз, 8-де 8. Негізі химияда обычно осындай сандар шығады, Ағай, 0,2 шығады. Омега нені тауып аламыз біз? А деген не еді оқушылар? А деген кальций карбонаты еді. 100-ді көбейтем 0,2-ге, бөлем нешеге? 31-де 2-ге шыққан санды 100-ге көбейтем. Сонда 20-ны бөлем 31-де 2-ге көбейтем 100-ге. Сонда 64-те 1 шығады. Бірақ қуам кетіп 64-те 1-ді белгілеп қойып жүрмеңдер, 64-те 1. Біз оны 100-ден алып тастауымыз керек. Сонда 35-те неше шығады? 9 шығады. Неге? Өйткені бізде ненікін сұрап тұр оқушылар? Кальций оксидікін. Кальций оксидін сұрап тұр. Сонда дұрыс жауап Ф болады. Сұрақ бар ма? бар. Жоқ. Иә. Ағай, ана жақта ше неге 28-ді 0,8-ге көбейттік, әне 56-ны? Қай жерде? Мынау жүйеде. Неге 28-ге көбейттік? Я, типа... Өйткені қарасаңдаршы, мынау 100-бен 56-ға қарадық, ішінде қайсысы кішкентай? 56. Значит, біз 56-дан құтылуымыз керек. Сондықтан біз астындағының бәрін 2-ге көбейттік. Сонда 28-ді 2-ге көбейттік. 56 А шықты, мында 56 Б шықты, мында 22-де. Сонда бірінші теңдеуін екінші теңдеуді алып тастадық. 100-ден 56-ны алып тастадық. 44, 56-дан 56-ны алдық, жойылып кетеді. 31-ден 2-ні алып 22-де тұрды. Народ, сендерде мектепте егер былай үйретсе, мына жерден А-ны тауып алып, мысалы 2А қосу 2Б дегеннен А-ны тауып алып, потом бірінші теңдеу қойып, сөйтіп үйренсеңдер, сөйтіп шығара берсеңдер болады.
қазақта айтады ғой, үйренген жау атыспаққа жақсы деп. Қандай әдісті үйрендіңдер, соны қолдана беріңдер, ол разница жоқ. Дальше. Этанол мен метанолдың қоспасы не істеді дейді оқушылар. Натрий металмен өңдегенде 4-36 литр газ бөлінді. Қоспадағы спирттің массалық үлесі дейді. Не дейді? Қоспадағы спирттердің массалық үлестері дейді. Ну, народ мына жерде тағы да параллель есеп, тест-центр прям параллель есепке тұнып қатты ғой прям. Сонымен этанолды біз не деп аламыз? А деп аламыз, метанолды Б деп Б деп аламыз. аламыз. Народ, байқасаңдар бізде үшеу ма, төртінші ма келіп жатқан, үшіншіге байқасаңдар тест-центрде бәрінде осы тақырып келіп жатыр. Как раз бізге өте жақсы практика болды. Этанолдың әмері қанша болады оқушылар? 46, а метанолдікі жаңылмасам 32А. Тең не болады? 14-те 7. Ары қарай енді мына бөлінген газ енді сутек екенін жақсы білесіңдер ғой, натрий сутекті ығыстырады ғой. 4-36-ны бөлеміз нешеге? 22-де 4-ке. Бұл түсінікті ма? Өйткені газ берілсе біз нешеге бөлеміз? 0,19 шығады деген. Мына жерде қорқыныштан шықты. 0,119-да 46. Давайте біз дәл санмен шығарайық. Ары қарай енді бұлар теңестіру керек. Метанол стрелка не болады? Сутек. Сутек неше валентті? 1-1-ді астында 2 өйтсең 2 шығады. Ал гидроксил тобы неше валентті бізде оқушылар? 1 валентті деп айтты. Алдына неше қоямыз? 2 қоямыз. 2 қоямыз. Ну, метанолмен де дәл сондай, CH3OH стрелка не болады? H2. Мынаның алдына 2 қоямыз. Мынау А болса, енді мынау не болады? 0,5 А болады. Өйткені 2 есе аз болу керек. Мынау Б болса, 0,5 Б болады. Түсіндер ме? Өйткені мына жерде 1 бар ғой. 2 бірден 2 есе көп. Түсініп жатсыңдар ғой, неге 0,5 А шыққан? Иә. Енді мынаның ішіндегі қайсысы кішкентай сан? 32. 32. Енді нешені 0,5-ке өтсең 32 шығады? 64 қоямын. Мына 32А шығады, мына 32Б шығады. Мынаны көбейтем 64-ке. Сонда 12-де неше шығады екен? 46 шығады. Давайте 12-де 46 деп ала салайық. Әрі қарай 46-дан мынаны алып тастасаң неше шығады? 14А шығады. Мынау мен мынау қысқарады. 14-те 7-ні, сонда менде 2-де 24 шығады. Осы жерін аны тапсаңдар, бөлемін нешеге? 14-ке 0,16 шығады. 0,16. Әрі қарай енді А деп отырған не еді бізде оқушылар? Этанол. Сонда 0,16-ны көбейтем нешеге? 46-ға бөлем 14-те 7-ге көбейтем 100-ге. Келсесіңдер ғой? 50-де 0,6 деп тұр ғой. 50-де 1 деген жауап шығады. 50-де 1 деген жауап шығады. Ал 50-де 1 деген қай вариант бізде оқушылар? С варианты. Сұрақ бар ма, народ? Жоқ дегенде. Айно 0,5 деген сутектік сәл бір рет түсіндіріп жүріңізші. 0,5 деген ол вообще қайдан шықты? Давайте түсіндіріп жіберейік. 0,5 деген нәрсе қайдан шықты? Енді давайте мұқият қарайықшы. Қараңдар. Давайте мынау C2H5OH мына жерге жазып атқан көрініп тұр ма жасылмен? Иә. Көрініп тұр. Мына жерге неге 2 қойғаным бұл түсінікті ма? Мынау 2 C2H5OH-ның алдына неге 2 қойғаным түсінікті ма? Теңестірдік қой. Енді мынау А дегеніміз, ол C2H5OH-тың зат мөлшерін А деп алдық қой. А біз мынаны табуымыз керек, мынаның үстіндегі санды табуымыз керек. Давайте біз оны X1 деп алайық. Мынау енді зат мөлшері болса, мынаның астына нені қоятын ек? Мынау алдындағы коэффициентті қоятын ек. Оны білесіңдер ғой, иә? А мынаның алдында ештеңе болмаса, мына жерде 1 болады. Сонда X1-ді табатын болсаңдар, не істейміз? А-ны көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 2-ге пропорцияның қасиеті бойынша. Солай емес, мынаны табатын болсаңдар, мынау мен мынау көбейтіледі да, мынаған бөлінеді. Сонда 1-ді 2-ге бөлсеңдер 0,5 А шығады. Түсінікті ма? Иә. Мынау да дәл сондай. Енді түсінікті деген ойдамын. Просто мынаның қатынасын аласыңдар, мынау 2 мен 1-ді салыстырыңдар, 1 2-ден 2 есе аз ғой, значит, мынау сутектің үстіндегі сан да мынадан 2 есе аз болу керек. Сондықтан Б-дан 2 есе аз сан 0,5 ғой. Номері 24-ші сұрақ. Не дейді? 36 грамм күміс пен хромның қимасын азот, не дейді? Концентрлі азот қышқылмен әрекеттесуінде. Народ түсінікті. Бізде қандай металдар ол нағыз ұбытыда келді, қандай металдар грант ұбытысында келді. Бөлме температурасында азот қышқылмен әрекеттеспейді. Концентрлі.
Хром және Алюминий, Феррум, хром, хром, алюминий. Феррум, алюминий. алюминий. Бұл жерде сонда мынау қандай есеп бізде? Әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынғанда. Жоқ, қоспа сияқты. Параллель ғой тоже. Жоқ. Байқайсыңдар ма, сендер бәрін қоспа деп. Қай орталық ше бытысын шығарып үйрететінін білмеймін ше, негізі. Қай орталықтың оқушылары бұзып жүрген, мұғалімдер. Народ, қоспа 1, қоспа 2 деген қай орталық үйретеді сөйтіп? Бытысын шығарып. Народ, мұның аты бар әрбір реакцияның. Бұл есеп аталады тек біреуі ғана реакцияға түсетін заттар қоспасына арналған есеп. Ал жаңағы істегеніміз ол параллель есеп деп аталады. Сөйтіп әрбір есептің атымен айтып үйреніңдер, өйткені ми қоспа 1, қоспа 2 дегеннің бәрін қоспа қылып жаттап алады оны. Сөйтеді дағыны ұбт-да өзің шығарайын десең, қайсысы екенін білмей отырасың, миың шатасып. Сондықтан да әрқайсысын атымен жаттап алыңдар. Мен өткенде айттым ғой сендерге, мысалы велосипед деп жаттап алсаңдар, велосипед деп айтсаңдар, миыңа еріксіз велосипед елестейді ғой. Велосипед десе миың кемен ойлап тұрмайды ғой. Сондықтан қоспа десең, ол бәрін бір нәрсе ойлап тұрады ғой. Дальше, түсінікті деген ойдамын. Сонымен, бұл тек біреуі ғана реакцияға түседі. Біздің жағдайымызда не реакцияға түседі, оқушылар? Күміс. Нәтижесінде қандай газ бөлінеді? NO2. Қоңыр түстегі газда NO2 біз бір валентті дедік. Күмісте неше валентті? Бір валент. Бір валент. Детский есеп қой, оқушылар. Сонда 18-де 36. Оны неше пайыз? Давайте, сразу бөліп жібере салуға болады нешеге? 36. Көбейтеміз 100-ге. Оны азайтамыз 100-ден, сосын шыққан санды 100-ден азайтамыз. Бұл 60% шығады. Бұл ненің үлесі? Күмістің үлесі. Ал хромның үлесі сонда неше пайыз болады, оқушылар? 40% болады. Неге? Өйткені екеуінің қосындысы қанша болу керек, оқушылар, бізде? 100 болу керек. Және біз айттық, бұнда кеңес ретінде айттық. Есепті шығарып болғаннан кейін белгілемес бұрын есептің шартын бір рет тағыдан естеп шығуымыз керек. Оқып шығуымыз керек. Өйткені көп оқушылар қуанып кетіп, 60-ты белгілеп қояды. Еще көрінер ме 60-та вариантына оқып қойған, қуанып кетіп белгілеп қойсын деп, бірінші көздеріңе түссін деп. Бұны біз тест-центр айттық қой, ылғи бізге не құрып қояды деп, қақпан құрып қояды. Натрийді артық мөлшерде немен дейді? Фенол және спирттің қоспасымен әрекеттестіргенде 672 литр не түзілтеді? Газ түзілтеді. Қоспаның дәл осындай мөлшері бром суымен әрекеттескенде 16-55 грамм тұнба түзілді. Қоспа құрамындағы фенолдың несін тап дейді? Массасы. Массасын тап дейді. Ну енді фенол деген не ол? 6H5 OH. Броммен только не әрекеттесе алады? Фенол әрекеттесе алады. Нәтижесінде С6H2 бром OH неше еселенген түсіреді? Бром 3 OH түсіреді. Бұл бізде как раз ақ тұнба. Келісесіңдер ғой? Мынау 16-55. А мынау не болады? X1. Мынаның емері қанша? 94 па? 4-те 7 ма? Мен народ ойша есептеп отырмын бе? 4-те 4 шығады ғой. Ой, 0,40, ой. 4-те 4-те 4 шығады. Народ, мынау 3 қой, мынау. 331 ғой. 3-те 7 білеміз. 4-те 7. 4-те 7 ровно. 4-те 7. Народ, көріп отырсыңдар ғой, да? Мынау қандай есеп? Тек біреуі ғана реакцияға түсетін заттар қоспасына арналған есеп. Өйткені броммен только фенол әрекеттеседі. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сонда реакция примерно қалай болып тұрады мына жерде? Ой, народ, реакцияны жазғанмен Жоқ, керек емес, просто примерно түсіну үшін деген. Шатасып кеттім, кішкене. Ары қарай. Номері 26. Бізде контекстті орындағанда маңызды неше кеңесіміз бар еді біздің оқушылар? 5 кеңесіміз бар, Бірінші қандай еді? 5 кеңес. Бірінші практикалық матрицасы. А заты ақ түсті суда жақсы еритін су тартқыш гигроскопиялық жоғары би элементті қосылыс. Би деген не ол? Екі элемент. А затын суда еріткенде қышқыл түсіреді дейді. Сонымен А затына не қосамыз? Су қосамыз, сонда не шығады екен, оқушылар? Қышқыл.
қышқыл. Значит, сразу түсінуге болады, азат ол бейметалл. Иә, бейметалдың оксиді. Өйткені металдың оксиді болса, ол қышқыл түзбейді. Дальше. А затының судағы ерітіндісі В оксидін не дейді? А затының судағы ерітіндісіне В оксидін қосқанда дейді, С тұнбасы. Получается, жаңа қышқыл түсті ғой бізде. Қышқыл түзілді ғой. Осы қышқылға не қосты? Б деген оксидті қосты, иә? Б деген оксид деп жазып қояйықшы, оксид. Сонда бізде С деген не түзіліпті? Тұнба түзіліпті. С қосылсын жоғары температурада, получается, С қосылсына жоғары температура. Құм деген не ол? Кремний диоксиді және көміртек қатысында неғанда А затының құрамына кіретін жай зат түсіреді. Давайте жай зат деп жазып қояйық. Жай зат. Оқушылар, біз білмейміз, иә? Сразу түсінген жасында, мына соңғы реакциядан әңгіме не туралы екен. Давайте біз бірақ білмейтін адам болып жауап берейік. Басқа кеңестерді қолданып, өйткені сендер ұбт-да кірген бетте контекст оқысып, сразу айтпайсыңдар ғой, А мынау, Б мынау, С мынау деп. Сондықтан біз білмейтін адам болып істейміз. Мынау жай зат. Бұл ненің құрамына кіреді? А-ның құрамына кіреді. Біз мынаны қалай жазғанымыз түсінікті ма? Практикалық матрицаны. Біз А, Б, С, Д не екенін білген жоқпыз. Біз просто нені жазып шықтық? Берілген жазып шықтық қой. Иә, бәрін не берілді, соны жазып шықтық. Ішінде реакцияларын жазып шықтық. Болды. Қайда Сонымен вариантын көрсетті? асықпай тұра тұрыңдар. Бірінші кеңес осымен бітті. Бірінші кеңес практикалық матрицаны құру дейді. Екінші кеңес не еді бізде, оқушылар? Сұрақтар ретімен орындамау. Иә. Сұрақтар мен варианттар қосымша ақпарат береді дейді. Б заты әрекеттесе алады дейді. Народ, қараңдар. Б затын біз не екенін білмейміз. Бірақ Б заты немен әрекеттесе алады? Қышқылмен. А мына жерде қайсысы қышқыл? Ашекесі. Енді көрдіңдер ма? Мынау бірінші сұраққа жауап беру үшін А, Б, С, Д-ның не екенін білу керек болды ма? Жоқ. Ал бірақ біз неге өте жылдам жауап бердік? Өйткені біз мынау мәтінді оқып жауап берген жоқпыз. Біз неге қарап жауап бердік? Практикалық матрицаға қарап. Көрдіңдер ма? Практикалық матрицаның керегі осында. Осыған қарап отырып жауап беру ыңғайлырақ. Көрдіңдер ма? Каждый раз мәтінді оқи бермей. Түсінікті ма? Иә. Номері 27-ші сұрақ. А заты дейді. Сонымен А заты точно қайсысы бола алмайды, оқушылар? Кальций оксиді бола алмайды. Кальций оксиді бола алмайды, өйткені ол қышқыл түзбейді. Тағы қайсысы бола алмайды? Азот, N2O5. Неге N2O5 бола алмайды? Су тартпайды ғой ол екеуі. Народ, біз қайсының су тартады, су тартпайтынын негіз білмейміз ғой, көпшілігіміз. Біз айттық қой, қышқыл пещерный түзбейді. адам сияқты білмейміз, иә, көп нәрсені білмейміз. Бірақ давайте, N2O5 ол неге айналады? NO3-ке айналады, NO3-ке. Ал NO3-ке давайте біз кальцийді қоссаң, ол тұнба бере ма бізде? Жоқ. Тұнба бермейді. А бізде ол не болу керек? Тұнба. Тұнба болу керек. Дәл солай кальций SO4-ті қарайықшы, кальций SO4 тұнба бере ма бізде? Береді. Жоқ, бермейді. Народ, қарамай тұрып айта салмасаңдаршы. Ал кальций 3PO4 ше? Тұнба береді. Тұнба береді. Сонда мынау белгісіз затымыз не деген сөз? Ағай, не үшін кальциймен кетіп жатыр? Что-то пропустил, что ли? Неге кальциймен мысалы неге именно кальцийді алдық дейсің ғой? Мына жерде енді қарасаңдаршы, бізде Б заты жаңа қандай оксид еді ол? Қышқылмен әрекеттесетін. Негізгі оксид. Б элемент. Б оксид жаңа қышқылмен әрекеттесті ғой, ол қышқылмен әрекеттесетін болса қандай оксид деген сөз, оқушылар? Негіздік деген сөз. Негіздік. Сонда негіздік оксид бізде только қайсысы болып тұр? Кальций оксиді. Кальций оксиді. Сұрақ бар ма? Ары қарай кеттік. Келесі назар аударатын номері 28. Белгісіз А затын не істеді дейді? Белгісіз А зат не болды жаңа бізде, оқушылар? SO3 болды. Ой, P2O5 болды. P2O5 болды. Суда ерітіп, қышқыл ерітіндісі алынды дейді. Ерітіндегі А затын несін тап дейді? Массасы H4 түзіледі. P2O5, оны суда ерітсең не шығады бізде? H2O4. Сонда масса H3PO4-ті тауып аламыз ғой бірінші алдымен. Ол үшін 200-ді неге көбейтеміз? 20%. 0,1-ге көбейтеміз, сонда 20 грамм шығады. Түсінікті ғой? Мына жерде фосформен теңестіреміз ғой? Дұрыс айтасыңдар, екеуін фосфор арқылы теңестіреміз, мында фосфор неше штук?
Екеу. мынау а заты P2O5 қой негізі, иә, P2O5. Мынаның алдына неше қоямыз сонда? 2. Мынауымыз x1, мынауымыз 2 мынауымыз просто 142 мрі, мында 2 көбейту не болады? 96 болады. 98 болады, иә. 14-те 49 шығады. А варианты ғой. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ. 29. А және Б затта әрекет еткенде түзілетін тұздың формуласы дейді. Народ, жаңа айттыңдар ғой өздерің. Неге именно А деп, кальций оксиді деп ойладық? Мына жерде негізі өте орын сұрақ қойды бір бала. Неге именно біз кальций оксид деп В жауабына келдік? Давайте біз бұл жерде жауап бере алмасақ, біз нешінші ережені қолданатын едік оқушылар? Үшінші ережені қолданатын едік. Үшінші ереже не дейтін еді бізде? Ретімен орындамаймыз сұрақтарды. Сұрақтарды ретімен орындаудың қажеті жоқ дейді. Ол кезде біз 27-де 28-ді де тастап кететін едік. 26-ын жауап бердік, енді 27-28 тастап 29-ға келетін едік. Енді 29-ға келсеңдер, А заты мен Б заты әрекеттескенде деп сұрап тұр, е? А заты мен Б заты әрекеттескенде бізде не түзді оқушылар? Кальций фосфат. Тұнба түзді. Ал тұнба түзетіндер В отпадайды, өйткені тұнба емес, Д отпадайды, өйткені тұнба емес. Сонда единственный вариант құрамында несі барлар қалады? Кальций барлар қалады. Және кальций карбонаты және кальций не болады? Фосфаты қалады. Соны жазып аламыз, бізде либо кальций карбонаты тұнба, либо кальций фосфаты тұнба. Сөйтеміз да номері 27-ге қайттан келеміз. Мына жерде жаңа айттық қой, бізде түзілген С тұнбасы не болуы мүмкін дедік? С жаңа не болуы мүмкін? Кальций карбонаты болуы мүмкін және кальций фосфаты болуы мүмкін. Келісесіңдер ғой? Сол екі вариант қана тұнба болып қалған. Ал енді мына жерде кальций карбонатын түзетінде көмір қышқыл газы бар ма? Жоқ. Значит, мынау отпадайды, единственный вариант не қалады? Кальций фосфаты. Түсіндіңдер ма енді? Сонда бізде үш кеңеспен ақ контекстің астан кестеңін шығаруға болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. 5 мен 4-ші кеңес не туралы еді? 4-ші кеңес не еді бізде? Дұрыс айтты. 9 документті. Дұрыс айтады, 9 анау документті құдай үшін жаттаңдар, е? Сапалық реакциялар, ОБТ-да келетін, шамамен 90% келетін органикалық заттардың, бейорганикалық заттардың формуласы салынған түсті қосылыстар, е? ОБТ-да келетін қосылыстардың түсі, сосын ерекше қасиеттері, органикалық класстардың жалпы формуласы сияқты жатқа білу керек документтер бар, соны жаттап алуларың керек, е? Оны жаттамасаңдар қиынырақ. Дальше. Белгісіз С қосылысы дейді. Белгісіз С қосылысы не еді оқушылар? С қосылысы кальций фосфаты. Кальций фосфаты. Енді қараңдар. Белгісіз С қосылысын жоғары температура құм мен көмір қатысында А затының құрамында кіретін 7-де 75 грамм жай зат түзілді дейді. С затының массасы өнімнің шығымы. С зат не еді? Кальций фосфаты. Фосфаты. Ал енді жай зат не ол? P2O5-тің құрамында. Фосфор. Қалай теңестіреміз? Екеуіне ортақ не бар? Екі бар. Фосфор, дұрыс айтасыңдар. Екі жоқ, фосфор бар, е? Дальше. Мынауымыз қанша? 7-де 75, а мынауымыз x1. Мынаның емері жаңылмасам 310, мынаның емері 2 көбейту 31 ма? Осы жерін x1 тапсақ неше шығады? Отыз 8-де 75. Көрінер қуанып кетіп, А жауабын белгілеп қойсын деп беріп қойған. 35-де 75 жауап кетті. Оны нешеге бөліп жібереміз оқушылар? 0,8-де. Неге? Өйткені x қай жағында тұр? 10 жағында. Ойбай. 48-де 4 шығады. Сол жағында. Ойбай. 48-де тұр. Міне? Көрінер ма? Сонда. Сұрақ қойып анау құм мен көмір деген ол получается реакцияға қатысады ғой или катализатор ма бар? Жоқ, олар реакцияға қатысады. Негізі мынандай реакция жүргізіп қойды. Народ, бізге айтып отырмын ғой, бізге берілген зат немесе алынған зат жазуымыз керек. Болмаса амал жоқ, мынандай реакция жазып отыруға тура келеді бізде. Кремний диоксиді қосу не? Көміртек, нәтижесінде кальций силикаты қосу не? СО қосу П деген шығады. Теңестіреміз. Ацетаз не алмыз фосфор реакциясы. Мынау фосфор алу реакциясы ғой. Мынандай қылып жазуларың керек. Вряд ли мынаның бәрін жаза алсаң жақсы. Жаза алып еще оны теңестіруге бір 5 минут уақытың кетеді. 15 минутта теңестіріп шығара салсаң жақсы.
отырасың ғой мынаның коэффициентін іздеп 10-15 минут. Шықса жақсы ол соңында. Шықпаса басың монитормен бірдей болып төртбұрыш болып қалады. Мен Зачем? тура осыны реакцияны ше P2 O5 пен шығарып бір нәрсе шығып кетіп еді осы кезде, бірақ фосфор шықпап еді. Жоқ, фосфор шығады. Бұл фосфорды алу реакциясы ғой негізі. Қызыл фосфор емес па айтсаң? Жоқ, өндірісте фосфорды алу реакциясы ғой. Бұл мектеп кітабында фосфорды алу дегенде бәрі жазылып тұр. Народ, енді мынау прямо экран сүйіп алатын сұрақтардың бірі, каустикалық сода десе кім ол? Карбонат. Ой, Натрийлар. Молодец, натрий гидроксиді, ойбай, нитраты. таңдап қойдық қой. А мынау селитра десе всегда біз нені таңдаймыз? Нитро. Натрий нитратын. Ну, енді мынау да ұлыты да қоймай келіп жатыр, иә? Прямо. Бізде не болады? Ал бізде орта металдарымыз орташа активтілігі болу керек. Магний, мырыш, темір, магний, магний. мырыш, темір, магнез. Дұрыс айтасыңдар, мынау жоғары болу керек, иә? Сенімді литий, калий. Это вариант. Біріншісі ол короче. Жоқ. Иә, бір екен. Иә, дұрыс айтады, бір ғана келеді. Народ, назар аударыңдар, біз литийді естерінде ма неге жатқызып жүрдік орташаға? Негізі ғылыми тұрғыда орташаға. Бірақ мен айттым ғой, иә, мектеп бағдарламасының 9-шы сыныпта таблица бар. Сол таблицаның ішінде активтілігі неге жатқызып қойған деп айттым. Жоғарыға. Бесен. Ну, народ, мынау да енді тез шығып кеткен сұрақ, иә. Әрине, мында хлораты шығады, ал мында салқын болса не шығады? Калий? Хлориті. Гипохлорид шығады, дұрыс айтасың. 34. Ну, енді народ, біз айттық қой, мынау натрий қосу, калий қосу кімнің реакциясы? Вирустың реакциясы. Ал вирустың реакциясында мында көміртектің саны нешеу пропанда? Үшеу. Ал мында нешеу? Үшеу. Үшке үшті қоссаң нешеу? 6. Алтау. Қайсысы болады? Гексан болады. Үш метил гексан болады. Народ, тест-центр әдейі сендерге қақпан құрып қояды. Соған кетіп гексан деп белгілеп қойсын деп. Бірақ общий көміртектің саны нешеу болу керек бізде? Алтау болу керек. Алтау болу керек. Ал гексанға метилді қоссаң неше болып кетеді? 7 болып кетеді. Сондықтан дұрыс жауап 2 метил не болады? Пентан болады. Түсіндіңдер ма? Сендер тест-центр қандай қақпан құрады, соның бәріне түсе бермесеңдер қоян сияқтан. Дальше. Этан. Нешеу этанда? 2. Пропанда? 4. 5. 5. 2-ге 5-ті қоссаңдар. Қоссаңдар. Гексан. Пропанда 3. Этанда 2. Қоссаңдар нешеу шығады? 5. Ал 5 ол не болады? 2 метил бутан. 2 метил бутан. Түсіндіңдер ма? Иә. Түсінікті. Енді мында OH нешеде тұр? 2-де, сосын 3-те. 2-де, 3-те. Енді давайте жауабын қарайықшы мына жерде. Қайсысы 2-де 3? Бутандиол 2-3. А мына жерде нешеде тұр? 1-де және? Бутандиол 1-3. Мына жерде прям постараться қателеспету. 36. Нуклидтері бірдей қосылыстар дейді. Нуклидтерде бірдей болатын мәндер дейді. Вау. Мынау ше кітапта 10-шы сыныпта бірдей болып тұр. Нуклид ол ядро. Массалық саны, нейтрон саны ма? Массалық сан, нейтрон саны бірдей болу шарт емес. Орайда период нөмірі дейді, валенттілік сан, нөмірі нейтрон сан. Топ нөмірі келмейді, валенттілігі, период нөмірі, нейтрон саны, массалық сан, ядро заряд. Ну, скорее всего, ядро заряд. Кімде 10-шы сыныптың бірінші бөлімі бар, народ? Қазан. Кімде 10-шы сыныптың бірінші бөлімі бар? Бар ағай. Сонда қарай қойыңдаршы нені 10-шы сыныптың бірінші бөлімінде как раз нелер туралы айтқан. Нуклидтер міне әртүрлі химия протон, нейтрон жоқ. Қараңдар, міне мен оқиын. Протон, нейтрон, электрондар бірдей дейді, бөлшектер сипаттамасы тұрған жерінде. Былай дейді, нуклид латын тілінде ядро және ежелгі грек тілінде түр сұрып дегенді білдіреді. Ядро зарядымен несі бірдей деді оқушылар? Массалық саны бірдей атомдардың несі дейді нуклид деген? Жиынтығы дейді. Түсінді ма? Солай анықталды. Давайте мен енді қай параграф екенін айтып кетейін. Бұл бізде бірінші параграфтың 7-ші бет бар ғой, 7-ші беті. Жоғар жағында көміртек, оттек, уран деп тұр ғой, солардың қасында жазылып тұр қарамен. Жақсы. Және оқушылар бұл тақырыпты міндетті түрде оқып барыңдар. Әсіресе осы параграфтың соңында 9-шы бетте 5-ші кесте тұр ғой, бөлшектерді салыстыру деген. Нуклондар, нуклидтер, изобаралар, изотондар деген. Кеше ма, алдыңғы күні ма көп жауапты сұрақта не келді бізде?
бара келді, иә? Изобара. Изобара келді. Ол еще 2 күн қатарынан қайталанып келді. Кеше емес, алдыңғы күні азанда, түстен кейін келді. Еще азанда дәл сол нұсқа мені көрдіңдер ма деп қайта айналып келді, естеріңде ме? Дальше. 37-ші сұрақ. Протондық теорияға сәйкес анионды қышқылтады. Енді оқушылар, енді мен давайте құлағыма немене дейді андай торғай айтты деп айтайықшы. В целом, по крайней мере, қазір неде құрастырылмаған деп естідім мен. Протондық теория. Қышқылдық негіздік теория бойынша сұрақ құрастырылмаған деп естідім бір кісілерден. Енді оны нақты қаншалықты шындыққа жанасатынын білмеймін, бірақ по крайней мере бізде ол орындалып жатыр. Өйткені әлі күнге дейін біз қышқылдық негіздік теорияға сәйкесті сұрақтар кездестірген жоқпыз. Протондық теорияға сәйкес анион дейді. Давайте біз ең қарапайым білейікші, анион деген не ол? Минус заряд ал. Минус заряд ал. Давайте мыналардың бәрінің формуласын жазып шығаршы өзімізге түсінікті болу үшін. Гидросульфат деген мынау кездесіңдер ғой. Иә. Мынау гидрофосфат, дигидрофосфат точнее, аксоний, гидрофосфат, ацетат, аммоний. Қай жауаптар точно бола алмайды? Ацетат бола алмайды. Аксоний және аммоний бола алмайды. Неге? Өйткені олар плюс. Мына жерде және ацетат бола алмайды. Неге? Өйткені ацетат уже сутекті беріп қойған. Ал қышқылдар сутекті не істеу керек протондық теория бойынша? Вот. Беру керек. Дальше. Белгісіз көмірсутекті сынап екі тұздары қатысында сумен әрекеттестіргенде массасы 10-44 грамм шығыммен кетон түзілген дейді. Кетон құрамында оттектің үлесі 27-59. Көміртектің массалық кетонның аты. Ну, народ, нотейский есеп. Кетондардың жалпы формуласын кім біледі? Ана өткенде 9 документті жаттаған қазақ болса. CN, H2, N не болады? О болады. Оттек сонда неше штук екен кетондарда? Бір штук. Ал ол сонда 27-те 59-ды құрап тұр. А біз 100%-ін таба аламыз ғой, оқушылар? Солай емес па? Иә. Ал ол 100% нені береді бізге? Кетонның хемерін береді. Солай емес па? Сонда 58. Эмер 58-ге тең болатын кетон бізде әрине не ол? Ең бірінші кетонымыз кім? Ацетон. Ацетонның эмері как раз нені береді бізде? Айна 16 вариантпен жұмыс істеп алдыңыз, а? Иә. 16 вариантпен жұмыс істеп алған жоқпын, өйткені кетондардың жалпы формуласы қанша? CnH2 О ғой. Ода оттек бір штук қой, а оттектің эмері қанша? 16. А оттек неше пайыз дейді есептің шарты бойынша? 27-59. Түсіндің бе енді? Болды. Түсінікті. Жақсы, әрі қарай. Енді қанша не дейді? Сумен әрекеттескенде қанша кетон түзіліпті? 10-44. CH6O 10-44. Бізде бастапқы затты тап дейді. Бастапқы заттан суды алып тастай саламыз ғой. Мынадан топ суды алып тастасаң не қалады енді? С-дан 3 қалады, H-тан неше қалады? 4. Массасын тап деп тұр ма мынаның? Мынауың жаңа неше болды? 58. Мынадан суды алып тастасаң 40 қалатын сияқты ғой. X1 табамыз. Сонда не істейміз оқушылар? 40 көбейту 10-44 бөлу 58. 7-де 2 шығады. Оны нешеге бөлеміз оқушылар? 0,9-ға. 0,8-0,9. Неге? Өйткені шығымыз неше пайыз біздің оқушылар? 90%. Ал X-іміз қай жақта тұр? Сол жақта. Сол жоқ. Метилбутен бірдің гидратация және гидрогалогендену несін тап дейді? Өнімдері тап дейді. Жақсы. Метилбутен бір деген не вообще-то? Давайте жазып көрейікші. CH, мұнда не бар дейді бізде? Қос байланыс бар дейді. Мұнда метил тобы бар дейді. Ал мұнда не? CH2 келсесіңдер ғой. Және CH3. Жақсы. Бұған қосамыз нені бірінші? Су. Гидратация деген су ғой. Суды қоссаңдар. Кімнің ережесі орындалады оқушылар? Марковников ережесі байды одан сайын не істеу оқушылар? Байыту. Сонда сутек көпке, OH сутек азға барады. Сонда OH нешеде тұрады бізде оқушылар? 2-де. 2. Сонда 2 метил бутанол не болады? 2 болады. То же самое, H хлорды қоссаң да кімнің ережесі орындалады оқушылар? Марковников. Сонда хлор нешеде тұрады деген сөз оқушылар?
Хлорбутан 2. 2 метил, 2 хлор бутан болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсіндіңдер ма? Мгм. Соңғы сұрақ бізде номері нешеге келдік? 40-қа келдік. Алюм. Жоқ. Мұнда олиум жоқ екен да. Дальше. Органикалық зат күміс оксидінің аммиакта ерітіндісімен әрекеттескенде 2-24 литр газ бөлінген. Күміс тұнбаға түскен дейді. Белгісіз заттың формуласы түскен тұнбаның несін тап дейді? Массасы. Қай варианттар сразу отпадает? Народ. Тұнба еместер, короче. Метанол. Ой, Ойбай, жүрегім, Жо, этанол, күміс Еркек күміс метанол, немен тағы не атпадайды мына жерде? Сірке қышқылы, этанол. сірке қышқылы, сосын метанол дегендер атпадайды. Неге? Өйткені олар күміс айна реакциясына түспейді ғой, народ. Иә, сол. Солай айтайын деп едім. Сөйтіп адам қорықпасаңдаршы. Дальше. Давайте. Енді давайте біз бірінші алып көрейік метаналь. Метанальдің формуласын кім біледі? CH2O ғой. H2O. Кездесіңдер ғой, стрелка. Бұл не қанда газ бөліне ма бізде? Иә. Бөлінбейді. Мынаған айналады. Мынау газ емес қой. Және 2 күміс тұнбаға түседі. Значит, метаналь келмейді. Этаналь да келмейді. Қандай жағдайда газ бөлінеді еді бізде оқшау? Грант ұбытысында келді ғой, народ бізде. Құмырсқа қышқылы Құмырсқа SO2 қышқылымен күміс Осы. айна реакциясы түскенде көмір қышқыл газы аспанға ұшып кетеді, су және күміс тұнбаға H2. түседі. Ойда. Мынаны вообще шығарудың да қажеті жоқ қой, народ. Болды ел жеңілу. Тегін 2 балл беріп тұр ғой сендерге. Сұрақ бар ма? Жоқ. Мә, онда биологиядан сұрақ бар сендерге. Все, давайте бастаңдар. Базофил ма? Тежінсін шығып керек. Народ А, Б, С, Д деп айтып отырыңдар, иә, мен. С. Мына жерде дұрыс жауап С дейді. Народ, сосын ше, давайте сразу келсейікші. Білсеңдер, сразу айтыңдар. Егер біз қате белгілеп атсақ, жаңада химиядан қате белгілеп атсақ, сразу айтсаңдаршы. Өйткені біз біткеннен кейін, балды жоғалтып, неғаннан кейін, ой, мен білгенмін деп айтпасаңдар, жаңа бір результатты көріп алып айтады ғой, ой, мен осындай болатынын білгенмін деп YouTube-ның астына комментарий жазатындар ғой, сондай болмай. Бірден айтыңдар, келіспесеңдер. Петер ұқсамай ма? Сонымен? Кетке ағай. Болды. Базофил ғой. Мынау А ағай А. Бір А. Қазір, бір минут. Язин. Қазір, екінші А ма? Д. Д. Иә, айта беріңіздер. Үшінші. Сұрақ етті. Келесі, үшінші сұрақ. Бірінші сұраққа барыңыз ба? Д. Завод. Болды. Үшінші сұрақ. Да. Төр. Вестибула. Не ой? А В. болады ғой. Дұрыс қой, дене босанып келгенде созылу ғой. Д ма, Б ма? Жоқ, қайдағы? Созылу бізде не ой? Механо рецептор ғой? В болады, иә. Тепе-теңдік қой. Тепе-теңдік қой, негізі вестибулар рецептор деген. Эверест тоже. Жауап береді ғой сол. Дененің босаңсу кезінде созылу керек, бұл керек. Қайдағы? Тепе-теңдік тербеліс емес па? Келесі ағай. В болады, дұрыс. В болады. Дұрыс. Келесі кетерге қай болды? Қанға Глюкоза болады. глюкоза. Завод. Интерфаза А болады. Завод. Интерфаза. Народ, біз жаңадан бері ше нұсқа талдап жатырмыз. Кіріңдер, сендерге жіберді ұмытып кетпін ғой мен. Қайта сору варианты. Завод. Акцияның сыртын қаптайтын әрі өз дейді. Фосфопротеидтер емес пе вроде? Иә, да. Болу керек. Вакуульдің қызметі. Тұрғыр қызметі. В. Р тез өтпей қалмаса емес пе? Р стратегия. Иә. А болады. А вот. Да. Не. Жұтқыншақ. Так, 36 вариант. В. В болады. Сырт қару
Сыртқы бір ма? Ми болады, ми болады. Ми болады. Модификациялық В вариант. Генотиптік. В болады. Генотиптік жоқ, Тұқымаламайтын модификация деп. тұқымаламайтын болса модификация болса болады. модификация В болады. болады. В. ағай. Қуаламайтын деп тұр екен ғой. Сендерге А, В, С да деп айтты достар. Бір-біріңіздің абогенездің айырмашылығы. А болады. Төрт бірдей гаметалардың түрі А болады. Келесі ай. Мен ауыстырмадым, келесі. Дененің біріншілік құрылымын орнату. Секвенерлеу емес па? Вектор қоя тұр. Қай тақырып еді достар? Вектор емес па? Сол типі. Бірінші Вектор вектор. деген тасымалдаушы деген мағына бермейтін бе еді? Бағыштаушы деген. Бірінші денені бөліп алу керек болатын еді. Теңкелеу болу керек. Бастап кетейік бірауыздан. Айналып келеміз. Народ, біз айналып келмейміз. Секвенерлер болу керек негізі. Оны да шығар мүмкін. Жоқ, ағай, С болады сияқты, реально. Аға, секвенерлеу болады сол. Секвенерлеу болады. Мен жыбыр секвенерлеу деймін. Секвенерлеу болса қолын кесіп берейін. Айттым. Қолын кесіп берейін. Дұрыс болмай. Ол ез анау недегі Wednesday'дегідей кімнің қолымен ойнап отыратын ек бүйтіп тікелей. Темірлан ба? Сонымен С болды, Иә. Бұл түсі на самом деле өзен бұдан сұрағандар. В емес пе шығарған тұғым бол. Иә, В болады. Не ғой, ана уже дайын кеседе берген сеп қой. Иә. Кеңірдек С вариант. Трахеид. Антиген оң қайтаратын антитоксин В вариант. Осы. С болады, барлығы бірде қоңыр түсті. Осы нұсқаны шығарамын мен ше, именно биологиясын. Иә, шыққан менде де. Дұрыс па? Тапсырдық емес па? Иә. Ағай. 21. Катализдік процессорды дейтін. Ингибиторлар. В. Так, будем плевать. Моноцит. В. Так, қызылектен тіс қаптамасы. Ауыз жаман шатастырады. Иә, тіс кіргіз арқылы. Жамбас. Баққан сонда не қылсаған. Так. Осы қарау керек болды. Аға үстіге көтеріп. Т, Г, С. Ғой деймін бұл болыр. Жаз көрейін. Жоза ғой. Жаз көрейін болдың. Г, С, Т. Мынау жасыл түс, бірінші қызыл түс Т-дан басталу керек. Одан кейін сары түс Г. Одан көк С. В ағай. Одан кейін қайттан қызыл 2 Т. Мынау ғой. Народ, мен биолог болмасам да мен түсініп жатырмын да. Иә. Әлде биологиядан да курс ашайын ба? Народ, ашу. Осы маған келген осы. Темірланнан курста тапсырдық емес па? Так, Айгүлде пайда болған синоним дейді. Так, ағай, Ектер 8 жақтарына шарламаған. Ей, так, қойса қай хромосома екен, ағай көтеріңізші. 18. 18 ба? Эдвардс қой. Астық ағай. Биология, походу, жаман пән екен ғой, да? Бізде, мысалы, өткенде қандай бір адамның атымен контекст келді? Ерасыл еді, кім еді? Ектері 8. Нағызылғыда кімге байланысты неге бет, контекстке бет? Тұзды төгіп алды. Ер Сұлтанға қатысты. Әйтеуір бізде химияда әйтеуір Ер Сұлтан я төгіп алады, я бір нәрсе істейді в целом. Әйтеуір тәжірибе істейтін биология опасны екен, ауру қыла беретін. Айгүлді ауру қылсады ғой.
Айгүл, Бекжан, потом тағы біреу бар ше. Арман бар. Сол екеуін ауырта берді. Арманда көзі бар еді. Алишер Арманда. деген көп кездеседі еще, Алишер. Арманда Ауруту көзі бар бар. еді. Сырым деген тоже. Ағай жалғастырайықшы. Қайсысы? Сұрақ. Келесі сұрақ. А вариант. 27. Айгүлдің колледжінде Эдвард. Эдвард синдромы. Айгүлдің дымын қалдырмады ғой бейшара. бұл жерінде Ағай, бұл суретіне апарасың. Кән көрсетші. Қайсы? Номер бір ме де? Бірде дейді. Ол sana geliyor. Бірде. Не ғой, көбейкі дубликация болады вроде. Ағай, вариант қайында? жоқ ондай жауап жоқ. Нуклеид жұбы еселенеді деген. Екі еселеніп тұрған жоқ па? Еселеніп Бір тұрған? вариант болады. Бір вариант. В, ағай В. Белгіледім ғой енді. Иә. Так. Бұл саған 4 сан. Төртке. Түсіп қалып тұр. Делеться ғой деймін. Иә, делеться ағай. Делеция. Д. Так, Айгүлдің барысында так. Метафаза А болады. А болады ағай. Иә, метафазада көрін. Так, ленш. Лишманиоз. Теріде ірі жаралар пайда болады. Б болады Б. Герпесте бізде Сұйықтыққа толы көпіршік. Так, бауыр құрту. Осы емес па? Тобында дәрумендер. Бар дәрумендер. Ой, тоқшайет. Қанды тазартады. Қан тазартады, қан тазартады. Қан тазартады. Ұйқы безі, паралас без, қандай бар. Майларды глицерин, Глицерин майқыштарын жендірді. Эмульсиялайды. Дұрыс қой да тыңдап отқан. Иә. Давай, следующий. Мектер бар. Құстар. Ауа қапшықтарасы болады. Құстарғасы. Ауа қапшықтары бар ғой. Ауа қапшықтары болады, Ал Полимерде диафрагмаға қатысады. Диффузды ше қосылар еді ғой. Диафрагмаға Диафрагма емес. Диафрагма қатысады. диафрагма қатысады. Диафрагма бұл жиды қатысады. А. Дұрыс. Аян. Аталықтар, ой жоқ. Жоқ, тоқта. Сол ғой деймін, аталықтар ұзын. Аталықтар ұзын иіліп тұрады вроде қайындікі. Иә. Ал ана кімдікі? Бұрын жайыр бөлмейді. Итимайын бөледі. Жай Соңғы сағай. ашық гүлі хош иісті болады. Жоқ, Б, ағай, Б. В болады ағай. Эфирмайын бөлмейді. Эфирмайын бөлмейді. Окей. Ол ағаштар бөледі эфирмайны. Дұрыс па? Иә. Бірінші А болады. Үнемі қалып жатыр. Өйткені тір жасушылар Үздіксіз бөлінуге қабілетті. Так, А болады. Фотосинтез жүреді. Қосмембраналы. Қосмембраналы органоид. Иә. Болмас болады. F болады. Суалмазға қатыспайды. Қумаш оған қатыспайды. Екі Суалмазға қатыспайды ағай. Қатыспайды дедің ғой. F болмайды. Болды, В болады дедім осы. Болды ағай. Ұрыс кетіп жүрмеңдер. Өздігінен ұрықтан ма? Ағай, С варианты В болады и F болады. В, С, Ф. Иә. Кеттік. Нейрон. Нейрон деген бар ағай. Нейрон. F болады еще. F болады еще. Иә. Болды, кеттік. Следующий. Так, денесінде электр қонатын жыланбалық, угіль. 350 ме еді? 350 Иә. Дұрыс па? Осы скат пен жыланбалық па? Иә. крахмал жиналатын өсімдік мүшелері Түйін тұқымда болады. Болды. Басқа жерде жиналмайды. Болды, иә? Иә. Болды ма? Иә. Аяқтайсыз ба? Или болды, до конца сұраңыз ба? Тарих сесінер ма әлде керек емес па? Керек емес ағай. Тарихтан оқиық та. Дөңгелекті арбамен. Так, В болады ағай. В болады. Ана жақта батыс сырттыққа суяп. Так, 1733 ханы болса. Абылай ханым бар. 71-81. Осы Абылай хан туған жылы қашан?
1711. 711-де туылады. ылғи Абылайхан туған жыл деп тарихқа мысал келтіремін де соған. Так, 20 ғасырдың бас кезінде шетелдік кәсіпкерлер. Шахталар мен кен орындары. Шахталар мен кен орындары. Шахталар мен кен Шахталар мен кен орындары. орындары. Варианты. Ағай айтса еді. Қандай? Варианты. Ағай. 1970 жылы халық мүддесін Неміс автономия. Неміс автономиясының бұл туралы идея. Туралы идея. Ойпай. Біржан Салым. Ирана вроде. Біржан Сара. Жоқ, абай мен. 2012-де ма? Мынаны білмейді екенмін. Германияда Біржан Сара ауыл шамасы. Мен білмейді екенмін мынаны. Ай, денемеға салсақ қоямыз. Артық бермесін жеймене, қырығың не істеп отырсыңдар сонда деп. Абай операция екен. Абай екен ғой бәсе. Мен осы қазіргі заман осы тақырыптар жаман оңбағанша. Ағай осы тарихты лайфхактан түсіндіріп бересіз бе? Болды да. Ұмыттасаңыз ғой. Қазақ жерінде маусымдық күш. А сериалдардың соғыста Казабонский патшасы кім Ишпакай. бар? Ишпакай. Да. Так, қатаған тайпасын жазсын. Ауғанстанға. Ауғанстан. Да болады. 19 жасын деген жаза халық қоғам болады. Отаршылық егізім күшею. Ой, да. Иә, да, ой, да. Бақты Ораз Байсекеевтің. Өз кеудесімен жауып. Вот. Дұрыс па? Иә. Сыныкі бізді кімдікі болады ғой? Ана. Ой, атым тұғырым. Давайте. Нағызда келді осы ма контекст? Основтик. Алмалық болады. Алмалық. Да. Карта пайдаланымыз. Жетісу шығыс. Жетісу шығыс. Осы неді құрам Дулатай бұл. Вот. Маңлай сүбе алмағы деген. Иә. Да, вот. Қырғыз ойраттарын су. Батпақ шайқар фактивна. Ильяс Қожа емес пе? Ильяс Қожа мен Әмір Темір. Шайқасу. Дұрыс қой да? Ташкенов. Ташкеновқа ұлтшыл Ұлтшыл, иә. Ұлтшыл ма? Жапон тыңшысы дейтін. Сәкен Сейфуллин ба? Тарихи мәдени республика. Химия бітті ма? Иә. Народ, мен жаңа ақылы тегін 2025-2026 деген неге жіберуді ұмытып кеттім негізі. Біз жаңа химияны талдап, нағыз ұбт-ның нелерін мысал келтіріп істеп тастадық негізі. Ағай, оны салыңыз сонда тегінге. Сол. Болды ғой. Пожалуйста. Бір ауыз сөзін салып қоймыш. Дәш. Вы баладуйно. Народ, осымен аяқтайға өйткені мынау видео ұзақ болып кетсе салыну да қиын болады. Қайсысы мынау? Жоқ, солтүстік жер не болмай ма вроде? Солтүстік еді ғой. Солтүстік иә таңегеру. Солтүстік па? Нигер. Солтүстік Нигер, яна. Петропавл, Ақмола жақтарда. Дальше, 12. 18. В болады, В. Алматы қаласын сатып қалды. Иә. Картасын сызып берді, короче. 19. 52. Төрағасы болды. В ма? Дальше. Түркменстан. Өзбекстанда мақталы алқаптар болды да. Бома? Иә. Короче. Ресей мұнай кен орындары. Мне кажется, Түркменстан шығар мұнай кен орындары. Жоқ, Ресей тың өлкесі болды ғой, өйткені Ресейдің жері құнарлы болады.
С болады ғой онда. Ағай, Олар. В варианты болады ғой. В ғой. В ма? Жоқ, жоқ. Ағай, Д варианты. Сан мақта емес. Ресейде тың Ағай, Д вообще варианты. невозможно ғой. Ой, Ағай, павлодар да. болмашы, достар. Болды, аяқтай сай. Д варианты Д. Давайте, кім қолын тігеді? Кім қолын тігеді бағанағыдай? Темірлан. Тіге өндірізін, ше. Мен не уверен, вроде Владимир ақша. Газ. Д варианты болады. Жоқ, каждый сабақта көрсетіп отырамын. Не мынандай қолыма қойып қойма, кімдікі сияқты. Wednesday дейді. Сол дейді ғой. Мен басында. Айтатындар барақтарды сы болды вариант. Давайте бәрін қолдарын сап жеріне маған көрсет. Ағайын артында 41 қол тұр десеңші. Иә, как раз. 44 қол болу керек. Сым екен, давайте көрейін. 5 минутта. Ағай, бұл жақта С емес, қараңызшы. Негізі Д болу керек қой. Көрсетілген деп тұр. А, Б, А. Дейді, потому что ты не егер Б, шаруалар 2А, 3А. столыпинг формасынан кейін дейді. Синий ағай кетті. Аяқтайық. Ағай, Д варианты белгілеңізші. Егер келген шығсын. Кешіріңіз деп қойды еще, асығыс белгілеп қойыппын деп. А? А емес точно. А болады дейді. Ағай, Ағай, бұлай Джиминиға самай бар ғой. Ана неге нұсқа өтініш айтыншы? Қолдарынан алып қаласыздар ма, не етемін? Дұрыс шығар енді осы. Бүкілін көрейік та, чат GPT-ді көрейік. ZTX көресің, ZTX көресің бар. Здесь шығармайтын. Жоқ, іздесің. Смело тоғыз. Айттым ғой, Д варианты Д болады. ғой, бәсе. Д варианты. 3 түрлі шығарып отыр ғой, үшеу. Сол. Ағай, Д-ны белгілеп көрейік. Дана белгілеп та. Соңғысы Д. 20 сұрақ. Оқыды да отқан жоқ қызы. Давайте, это жетеді шығар енді. Давайте, Болды, аяқтайық. Давайте. Аяқтық. 120 болу керек па? Ой, жоқ. Анда біз оқу сауат болған, сосын Эмсон істеген жоқпыз ғой, народ. 120 болу керек. 120 болады. 100 болу керек, 100. Ой, бұл биологик сұрақ. Ағай, тарих қай сұрақ? Кеттік. Неме ғана бұл. Тарих 19. Соңғысыңыз, жоқ, 19 дұрыс. 20 дұрыс. Анау 19 қызмет болды. емес па? Ташенттің. 19-ларын қате, народ, 20 дұрыс екен. 20 дұрыс. 19-ын қате. Ташенттің қызметінен кетіп қалдық қой. 22. Биология қай жерден қате кетті? Биологияшы, биология. Биология не дейді? 12-ден қате кетті. И Биология 12 дұрыс емес дейді. 12 биыл қате. 8-ден қате кетті. 8-ден кетті еще. Бір жауап. 8. Болды. 8-ден қате кетті. 8-12. 8-12. Енді Бір жауаптылықтан ужас. химиядан бәріміз отырып қате кетсек ерт енді. Сұрақ бар ма? Бұйырсын ал нағызда. Берсін. Алмын. Енді біз Эмс мен осыны істеген жоқпыз ғой, енді қалғандарын істедік. Все, народ, назарларыңа рахмет. Қазір каналға сау. 17 алсам мектептің есін Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз ағай. Ағай.